Роббин Шарма «Феррарин сатқан монах». Ағылшын тілінен аударған Бақытгүл Салықова. 4 бөлім. 9 тарау. Өзін-өзі басқарудың ежелгі өнері. Жақсы адам өзін үздіксіз дамытады. Конфуций. Уақыт сырғып жатыр, деді Жулиан өзіне тағы бір кесе шай құймас бұрын. Көп замай таң қылаң береді. Әңгімені әрі қарай жалғастырғанымды қалайсың ба, әлде бір түнге осы да жеткілікті ме? Осыншама даналықтың жауһарын қолында ұстап отырған бұл кісінің әңгімесін қалай аяғына дейін тыңдамайын? Басында оның әңгімесі қиял ғажайып ертегідей болып көрінді. Бірақ тыңдаған сайын сөзінің астарындағы ескірмейтін философияны бойыма сіңіре отырып, айтқанына толық сене бастадым. Бұл ықылассыз қызмет көрсететін, тоқ мейілсіген алаяқтың ойы емес еді. Жулиан шыншыл жан болатын. Ол баян етіп отырған жолды жүріп өткен, көзімен көрген. Мен оған сөзсіз сендім. Айта бер, Жулиан, уақытым көп. Балалар ата-әжесінің үйінде қонып қалды, ал Женни таң атқанша оянбайды. Менің адал ниетіммен, шын көңіліммен айтып отырғанымды сезіп, ол йоги романның бай, рухты өмірге қатысты даналығын көрсету үшін өсиет әңгімесін айтуды жалғастырды. Мен саған бақ санаңның құнарлы бақшасы екенін айтқанмын. Ол ғажайып қазына мен шексіз байлыққа толы бақ. Мен сондай-ақ шамшырақ туралы және ол мақсаттың күшін және өмірдегі өз орныңды табудың маңызды екенін бейнелейтінін айттым. Есіңде болса, өсиет әңгімеде шамшырақ ғимаратының есігі баяу ашылып, бойы 9 фут, салмағы 900 фунт жапон сумо палуаны шыға келген еді ғой. Годзилла туралы нашар фильмге ұқсайды екен. Бала кезімде сондай фильмдерді жақсы көретінмін. Мен де, бірақ ойыңды бөлме, айта бер, деп жауап бердім. Сивана данышпандарының өмірді өзгертетін жүйесінде сумо палуаны өте маңызды орын алады. Йоги роман маған бірнеше ғасыр бұрын ежелгі шығыс елінде ұлы ұстаздар кайзен деп аталатын философияны дамытып жетілдіргенін айтты. Бұл жапон сөзі тұрақты және тоқтаусыз жақсару, жетілу, даму дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз асқақ, мәнді, толық, саналы өмір сүретін әрбір еркек пен әйелдің жеке сауда белгісі деуге болады. Кайзен жүйесі данышпандарды қалайша бақуатты өмірге бастады, деп сұрадым мен. Жоғарыда айтқанымдай, жон, сыртқы табыс ішкі табыстан басталады. Егер сен шын мәнде сыртқы әлеміңді жақсартқың келсе, бұл сенің денсаулығың, қарым-қатынасың немесе қаржылық жағың болуы мүмкін. Алдымен ішкі әлеміңді жақсартуың керек. Мұның ең тиімді жолы үздіксіз өзін-өзі жетілдіру тәжірибесін қолдану. Өзін-өзі басқаруды үйрену, өмір сүру шеберлігінің өзегі, түп тамыры. Жулиан, бұл ойыммен келісесің деп ойлаймын. Осы маған адамның ішкі әлемі туралы әңгіменің бәрі эзотерикадан да жоғары болып көрінеді. Есіңде болса, мен жол бойында көлігі, ал гаражында шөп шапқышы тұратын қала маңындағы жасыл аймақта тұратын ортанқол заңгермін. Қараш, осы уақытқа дейін айтқан сөзіңнің жаны бар. Шындығында олардың көбі ақылға қонымды, парасатты сөз болып естіледі. Дегенмен парасаттылық қазіргі кезде қалыптасқан түсініктен бөлек кез келген нәрсе болуы мүмкін. Сағаннан айтайын, кайзен түсінігін қабылдау мен өзімнің ішкі әлемімді жақсарту бойынша біраз қиындықтарым бар сияқты. Біз бұл жерде нақты не туралы айтып отырмыз? Жулиан ептілік танытып жылдам жауап қатты. Қоғамда біз көбіне тоғышар, білімсіз, надандарды әлсіз деп атаймыз. Алайда білімнің жоқтығын мойындап, ғибрат іздеген адамдар ағартушылық жолдағы шабытты бәрінен бұрын табады. Сен бұл мәселеде сұрақты тура және шынайы қойып, жаңа идеяларға ашық екеніңді көрсетіп отырсың. Өзгеріс бүгінгі қоғамдағы ең қуатты әрі пәрменді күш. Адамдардың көбі одан қорыққанымен, дана адамдар сөзсіз қабылдайды. Дзен дәстүрі өзгеруді жаңадан бастағандардың санасы, ақыл-ойы туралы былай дейді. Өз санасын жаңа білімге ашық ұстайтын жандар ылғи да жетістікпен өзін-өзі танудың жоғары деңгейіне қарай жылжитын болады. Ешқашан жеңіл көрінетін сұрақтарды қоюдан тартынба. Сұрақ қою білімді қабылдаудың ең тиімді әдісі. Көп рахмет, бірақ маған кайзен жүйесі әлі де түсініксіз болып тұр. Ішкі әлеміңді жақсарту дегенде жай ғана өзіңді жетілдіру және жеке кеңістігіңді кеңейту туралы айтып отырмын, және бұл өзің үшін жасай алатын ең жақсы істің бірі. Өзіңмен жұмыс істеуге, өзіңді дамытуға уақытым жоқ. Өмірім қарбаласқа толы деп ойлауың мүмкін, бірақ бұлай ойласаң үлкен қателік болар еді.
бір бойынан тәртіп, қуат, күш пен оптимизм толған мықты жанды қалыптастыруға уақыт бөлген кезде сыртқы әлеміңдегі кез келген нәрсеге ие болатыныңа және қалаған дүниеге қол жеткізе аларыңа көзің жетеді. Егер бойыңдағы қабілеттеріңе деген терең сенім сезімін және мызғымас рухты дамытсаң, барлық ұмтылысың табысқа және мол марапатқа жеткізеді. Бұл дүниелер өмір сүруге еш кедергі бола алмайды. Санаңды, ақыл-ойыңды меңгеруге, денеңе қамқорлық жасауға және жаныңды тәрбиелеуге уақыт бөлсең, байлық пен бойыңа қуат жинауға мүмкіндік аласың. Бұл ертедегі Эпиктеттің ойымен сәйкес келеді. Өзіне қожа болмаған адам еркін адам емес деген. Сонымен кайзен өте тиімді және қолайлы тұжырымда болып тұр ғой. Дәл солай. Өзің ойлашы, Жон. Адам өзін-өзі басқара алмаса, корпорацияны қалай басқарады? Өзіңді күтіп баптап тәрбиелеуді үйренбесең, отбасыңа қалай қамқор боласың? Егер тіпті өзіңді жақсы сезіне алмасаң, басқаға қалай жақсылық жасап мейірімді бола аласың? Менің ойымды, не айтқым келгенін түсініп тұрсың ба? Келіскенімді білдіріп басымды изедім. Өмірімде алғаш рет өзімді жан-жақты жетілдірудің маңызы туралы байыппен ойландым. Мен әрқашан метрода кітап оқып отырған адам, мәселен, жарқын ойдың қуаты немесе өзін-өзі танудың қуанышы сияқты тақырыптағы кітаптарды оқитындардың бәрі өмірін қалпына келтіру үшін қандай да бір дәрі-дәрмекке мұқтаж, ақыл-есі ауысқан жандар деп ойлайтынмын. Енді өзін рухани тұрғыдан жетілдіруге уақыт бөлген адамдар ең күшті жандар екенін және тек өзін-өзі жетілдіру арқылы ғана басқалардың жағдайын жақсартуға үміттенуге болатынын ұғынып тұрмын. Содан кейін қолымнан нені жақсартып жетілдіру келерін ойлана бастадым. Мен өзіммен жұмыс істеп, жаттығу барысында келетін қосымша қуат пен жақсы денсаулықты шын мәнінде пайдалана алар едім. Қыңыр мінезім мен біреудің сөзін бөле беру әдетімнен арылсам, әйелім және балаларыммен қарым-қатынасымды жақсартуға әсер етеді. Ал уайым мен мазасыздығымды жойсам, жан тыныштығын тауып көптен іздеген бақытқа кенелер едім. Бұл жайында көбірек ойланған сайын ілгерілеуге бастайтын көп мүмкіндік көре бастадым. Жақсы әдеттерді дамыту арқылы өміріме енетін барлық жағымды нәрсені аңдай бастағанда қатты толқып қуанып кеттім. Бірақ мен Жулианның күнделікті жаттығулар, дұрыс тамақтану және ың-шыңсыз өмір салтынан да маңызды дүниені айтып отырғанын түйсіндім. Оның Гималайда үйренгені бұдан да тереңірек әрі мағыналы болатын. Ол берік мінез бен ерік жігерді қалыптастырудың, саналы ойды дамытудың және батыл өмір сүрудің маңызды екенін айтты. Ол осы үш қасиет адамды ізгі өмірге ғана емес, табысқа, қанағат пен ішкі тыныштыққа толы өмірге бастайтынын да баян етті. Батылдық әркім дамыта алатын және келешекте зор мүмкіндіктер туғызатын қасиет. Батылдықтың өзін-өзі басқару мен жеке дамуға қандай қатысы бар, дедім ортаға килігіп. Батылдық не істегің келсе соны істеуге мүмкіндік береді. Өйткені сен оның дұрыс екенін білесің. Батылдық басқалар сәтсіздікке ұшыраған кезде өзіңді қолыңа алып бақылауға, табандылық танытуға мүмкіндік береді. Қорыта айтсам, сенде бар батылдықтың деңгейі қабілеттеріңнің жүзеге асу деңгейін анықтайды. Бұл сенің қызыққа толы өміріңнің барлық керемет ғажайып сәттерін жандандыруға жол салады. Ал өз-өзін дамытып жетілдіретіндердің батылдығы да мол болады. Жақсы, мен өзіммен жұмыс істеудің күшін түсіне бастаған сияқтымын. Енді мұны неден бастауым керек? Жулиан жұлдыздар жымың қаққан айлы түндердің бірінде Йоги Раман тау басында айтқан әңгімесіне қайта оралды. Бастапқыда өзін-өзі жетілдіру дегенді түсіну маған да қиын соқты. Қалай айтсақ та мен Гарвардта білім алған маңғаз заңгер болдым ғой. Сондықтан әуежайда босып жүрген, менің ойымша, шашы дода-дода болған адамдардың айтқан жаңа дәуір теориясын тыңдауға уақытым жоқ еді. Бірақ мен қателесіппін. Жылдар бойы өмірімді тежеп жүрген де дәл осы шектелген ой өрісім екен. Йоги Раманды тыңдап өзімнің бұрынғы әлемімнің азабы мен қасіретіне көбірек ой жүгірткен сайын мен кайзен философиясының сананы, тән мен жанды үнемі және шексіз байытатын мүмкіндігін алға шығаратын түсіндім, деп сөзін жалғады Жулиан. Неге соңғы күндері сана, тән және жан туралы көп еститін болдым? Теледидарды қосқан сайын осылар туралы әйтеуір біреулер айтып жатады. Бұл сенің адами дарыныңның трилогиясы. Тәніңді, физикалық қабілеттеріңді дамытпай,
санаңды ғана жетілдіру жалаң жеңіс болар еді. Санаң ақыл-ойың мен тәніңнің дамуын ең жоғары деңгейге дейін жеткізіп, жаныңды тәрбиелеуді ұмытсаң, тірлігіңе мүлдем көңілің толмай қанағаттанбайсың. Бірақ өзіңнің бар күш-қуатыңды осы үш адами қасиеттің бар мүмкіндігін ашуға арнасаң, рухты өмірдің рақат дәмін сезінесің. Сен мені қатты толғандырдың, досым. Неден бастау керек деген сұрағыңа келсек, кейінірек көне болғанымен қуатты әдістерді ұсынамын деп уәде берем. Бірақ алдымен саған өмірлік сабақ болар мысал көрсеткім келеді. Алдымен кеудеңді жерден көтеру жаттығуын жасауға дайындал. Жулиан, сен сапта тұрған қатал сержант секілдісің деп ойладым іштен. Бұл қызық болғандықтан және тостағанымды бос қалдырғым келмегендіктен ақыры айтқанына көндім. Енді мүмкіндігінше кеудеңді жерден көтеріп, қайта түсіру жаттығуын жаса. Әлің құрып, бұдан әрі жерден көтеріле алмай қалғаныңша тоқтама. Берілген жаттығуды жасауға тырыстым. Салмағы 215 фунттан асатын мен бейбақ, балаларыммен жақын маңдағы Макдональдске ара-тұра жаяу барып серіктестермен бірге гольф ойнайтыным болмаса, артық қимылдай бермейтін едім. Берілген жаттығуды 15 рет жасаудың өзі азапқа айналды. Оған қоса жаздың қапырық кеші өкпемді қысып, қатты терлей бастадым. Дегенмен әлсіздігімді көрсетпеуге бел буып, қолым талып, менмендігім басылғанша жаттығуды жалғастыра бердім. Ақыры 23 рет жасағаннан кейін берілдім. Бұдан артық істей алмаймын, Жулиан. Шамам осыған жетті. Мұнымен нені көрсеткің келіп тұр? Сен бұдан артық істей алмайтыныңа сенімдісің бе? Әрине сенімдімін. Жетер енді. Маған үзіліс берші. Бұдан алған жалғыз сабағым, енді жүрегім ұстап қалсын десем, ол үшін не істеу керек екенін білем. Тағы 10 рет жасаш, сонан соң демалсаң да болады, деп бұйырды Жулиан. Қалжыңдап тұрған боларсың. Бірақ мен жаттығуды жалғастырдым. 1, 2, 5, 8, ақырындап 10-ға жеттім. Мен еденде әлім құрып әбден шаршап жаттым. Йоги Раман маған өсиет әңгімесін айтып берген түні, мен де дәл осындай тәжірибені бастан өткердім, деді Жулиан. Ол маған тән ауруы ұлы ұстаз екенін айтты. Адам мұндай тәжірибеден нені үйренуі мүмкін деп ентігіп зорға сұрадым. Йоги Раман мен Сиваннаның данышпандары адам белгісіз аймаққа қадам басқанда үздіксіз дамып өзгеретініне сенімді. Жақсы, бірақ мұның қазіргі жасаған жаттығуға қандай қатысы бар? Сен маған 23 рет жасағаннан кейін жаттығуды жалғастыра алмайтыныңды айттың. Бұл мүмкіндігімнің шегі дедің. Дегенмен мен сені одан да көбірек істеуге мәжбүрлегенде, тағы да 10 мәрте жерден көтерілдің. Ішіңде жасырын жатқан қуат болды және өз ресурсыңды шығара бастағанда қуаттанып көбірек жасадың. Йоги Раман шәкірті болған кезімде ең маңызды ақиқатты ұғындырды. Өміріңдегі жалғыз шектеу өз-өзіңе қойған шектеуің. Өзіңнің жанға жайлы шеңберіңнен шығып, белгісіз нәрсені зерттеуге батылдық танытсаң, толық мүмкіндігіңді тани бастайсың. Бұл өзіңді басқаруға және өміріңдегі кез келген басқа жағдайға әсер етуге жасаған алғашқы қадамың. Дәл осы шағын жаттығуды жасағандай, өз шектеуінің шегінен шыққанда, бұрын бар екенін білмеген психикалық және физикалық қуаттың қайнар көзін ашасың. Өтте әсерлі деп ойладым мен. Таяуда бір кітаптан қарапайым адам өз қабілетінің 100-ден 1 бөлігін ғана пайдаланады дегенді оқыған едім. Егер өз қабілетіміздің қалған қорын пайдалана бастасақ, қандай асуларды бағындырар едік деп ойладым. Жулиан ойын дұрыс түсінгенімді сезді. Күн сайын табандылық танытып, кайзен өнерімен айналыс. Ақылың мен тәніңді шыңдау үшін көп жұмыс істе. Рухыңды қуаттандыр. Батылың бармай жүрген істермен айналыс. Шексіз қуат пен таусылмайтын ынтамен өмір сүруді баста. Күннің шығуын бақыла. Жаңбыр астында биле. Арманыңдағы адамға айнал. Өзіңді тым жас, тым кәрі, тым бай немесе тым кедей деп алдап, іске кірісуді кейінге шегеріп келгенмен қатты ынтыққан дүниелерді істе. Қарқынды, толыққанды өмір сүруге дайындал. Шығыста бақыт, сәттілік дайындықтан өткен ақылға ілеседі дейді. Менің ойымша өмір шыныққан санаға жағдай туғызып қолдайды. Жулиан жігерлі әңгімесін әрі қарай жалғастырды. Саған кедергі келтіріп тежеп тұрған нәрселерді анықтап ал. Көпшілік алдына шығып сөйлеуден қорқасың ба, немесе басқа адамдармен араласа алмайсың ба?
Кейбір жағдайларға қатысты көзқарасың дұрыс болмай жата ма, әлде көбірек күш-қуат қажет пе? Кемшіліктеріңді тізіп, түгендеп жазып шық. Өміріне қанағаттанған адамдар басқаларға қарағанда әлдеқайда көп толғанатын, ойшыл, парасатты болады. Өз қалағаныңдай өмір сүруге кедергі болып тұрған дүниелерді анықтауға уақыт бөл және неге қол жеткізе алатыныңды да сарапта. Өзіңнің әлсіз жақтарыңды анықтап алғаннан кейін жасайтын келесі қадам олармен бетпе-бет келу және қорқыныштарыңа қарсы тұру болмақ. Көпшілік алдына шығып сөйлеуден қорқып жүрсең, жұрт алдына 20 рет шығып сөз сөйлеймін деп өзіңе уәде бер. Егер жаңа бизнес бастаудан тайсақтап, немесе көңіліңнен шықпайтын қарым-қатынастың нүктесін қоюға қорқып жүрсең, іштей шешім қабылдап, күшіңді жинақтап қалағаныңдай жаса. Бұл жылдар бойы қалаған нағыз еркіндіктің дәмін алғаш рет татқан сәтің болуы мүмкін. Қорқыныш өз қолыңмен жасап алған құбыжық, санаңның теріс, жаман бағыттағы жағымсыз ағымы. Қорқыныш санамның теріс, жаман бағыттағы жағымсыз ағымы ма? Бұл ойың маған ұнап тұр. Сонда менің қорқынышым жылдар бойы санама енген қиялдағы кішкентай зұлым ергежейлерден басқа ештеңе емес дегің келе ме? Дұрыс айтасың, Жон. Олар сенің қандай да бір әрекет етуіңе тұсау салғанда, өзің отқа май құйып отырдың. Бірақ қорқынышыңды жеңген кезде өміріңнің қожасына айналасың. Сөзіңді мысалмен түйіндесең? Әрине, көпшілікке өлімнен де қорқынышты болып көрінетін әрекет жұрт алдында сөз сөйлеуді алайық. Сот қызметінде жүрген кезімде мінберге шығудан қорқатын қорғаушыларды көрдім. Олар сот залында сөз сөйлеуден қашу үшін түрлі айла-шарғыға баратын. Тіпті тұрақты клиенттерінің істерін жүргізуден де бас тартып жататын. Мен де сондай адамдарды кезіктірдім. Олар осы бір қорқынышпен дүниеге келді деп ойлайсың ба? Олай емес болар енді. Кішкентай баланы бақылаш, балада ешқандай шектеу жоқ. Оның санасы қабілет пен мүмкіндіктің керемет көрінісі. Егер баланың санасын дұрыс дамытар болса, ұл адам болады. Санасы жаман әрі жағымсыз ойларға толы болса, ол әрі кетсе ортаңқол маманға айналады. Менің айтайын дегенім мынау: әрбір тәжірибе, мейлі ол көпшілік алдында сөйлеу, бастығынан жалақыны көтеруді сұрау, суы жылы көлде шомылу, айлы түнде жағажайда серуендеу болсын, адамға не азап, не қуаныш әкеледі. Ал оны солай ететін сенің ойың ғана. Қызық. Сәбиді шуақты күнге жабырқап, мұңайып қарайтындай тәрбиелеуге болады. Баланың санасына сүйкімді күшік, қорқынышты жануар деп те сіңіре аласыз. Ал ересек адамды есірткі атаулы жайлы сезім туғызатын жағымды дәрі дегенге сендіру қалыпты іс. Мұның бәрі шарттылықтың, алдын ала келісіп алудың мәселесі ғой, солай ма? Дәл солай. Мұны қорқынышқа да қатысты айтуға болады. Қорқыныш бұл шартты жауап. Абай болмасаң, бұл күш-қуатыңды, шығармашылық қабілетіңді және рухыңды тоздырып, өміріңді ойран ететін жаман әдет. Қорқыныш басын көтере бастағанда оны тез басып тастауға тырыс. Мұны істеудің ең тиімді жолы өзің қорқатын нәрселерді қолға алу. Қорқыныштың анатомиясын, құрылысын зерттеп түсін. Қорқыныш сенің жеке туындың. Кез келген басқа туынды сияқты, оны туғызу қаншалықты оңай болса, бұзу да соншалықты жеңіл іс. Ақыл ойыңның қамалына жасырын енген әрбір қорқынышты жүйелі түрде іздеп тауып, содан кейін жойып жібер. Осының өзі саған үлкен сенім, бақыт және жан тыныштығын сыйлайды. Сонда қорқыныш атаулыны санадан шығарып тастауға бола ма деп сұрадым мен. Тамаша сұрақ. Бір жақты және айқын түрде иә деп жауап берем. Сивана данышпандарының әрқайсысы қорқыныш дегенді білмейтін ержүрек батыл адамдар. Мұны олардың жүрісінен де, сөйлеген сөзінен де байқауға болады. Көзіне үңіліп қарар болсаң да қорқыныштың табын көрмейсің. Саған тағы бір нәрсе айтайын, Жон. Не айтайын дедің деп сұрадым мен, естігендеріме таңданып. Менде де қорқыныш атаулы жоқ. Өзімнің кім екенімді білем, және табиғи күйім қайтпас күш пен шексіз мүмкіндік екеніне көзім жетті. Соңғы жылдары өз-өзіме немқұрайлы қарағандықтан, қызба мінез бен жағымсыз ойдың құрсауында қалған едім. Мен саған тағы бір нәрсені айтайын. Сен санаңнан қорқынышты өшіргенде, бетіңе қан жүгіріп, денсаулығыңда түзеле бастайды. Бұрыннан белгілі сана мен тәннің байланысы деп білетінді көрсетпек болдым. Әрине, шығыс данышпандары бұл туралы білгеніне 5000 жылдан астам уақыт өтті. Жаңа дәуір деп айтуға келмейтіні рас, деді ол нұрлы жүзін жарқырата күлімсіреп.
Данышпандар менің ойыма жиі оралатын тағы бір күшті қағиданы айтып берді. Өзін өзі басқару және жеке шеберлік жолымен жүргенде саған бұл баға жетпес құнды ақпарат болады деп ойлаймын. Бұл жұмысымды жеңілдеткім келген кездерде жігер беретін. Оның философиясының мәнін қысқаша былай жеткізуге болады. Қалыптасқан адамдарды ешқашан шабыттанып, өмір сүрмеген жандардан айрықшалап тұратын бір нәрсе бар. Ол қалыптасқан адамдар тіпті өздеріне ұнамаса да, басқалар істегісі келмейтін, ұнатпайтын нәрселерге барады. Рухы биік адам күн сайын шексіз бақытқа кенеле отырып, ұзақ мерзімді қанағаттану сезіміне жету үшін қысқа мерзімді ләззаттарды ысырып тастауға дайын. Сондықтан белгісіз аймақ қанша ыңғайсыздық туғызса да, олар өзінің әлсіздігі мен қорқынышымен бетпе-бет келіп күреседі. Өздерін жан-жақты үздіксіз және жүйелі жетілдіре отырып, кайзен даналығымен өмір сүруге бел буады. Бір кездері қиын болған нәрселер уақыт өте келе жеңіл бола бастайды. Бір кездері бақыт, денсаулық және өркендеуге кедергі болған қорқыныш дауыл құлақтан ағаштар тәрізді жайрап қалады. Сонда өмірімді өзгертпес бұрын алдымен өзімді өзгертуім керек деп ойлайсың ба? Әрине, бұл менің сүйікті профессорымның заң факультетінде оқып жүргенімде айтқан бір әңгімесін есіме түсірді. Бір күні әкесі күні бойы кеңседе ұзақ жұмыс істегеннен кейін үйіне келіп қолына газетін алып демалып отырады. Ойнағысы келген баласы оның мазасын алады. Ақырында әбден мез болған әкесі газеттегі жер шарының суретін жыртып алып, оны жүздеген ұсақ бөлшекке бөліп тастайды. Міне, балам бар да суретті жинап кел дейді. Сосын осылай баласына ұзақ уақытқа ермек тауып беріп, сол аралықта газетін оқып болам деп үміттенеді. Бірақ ұлы бірнеше минуттан кейін жиналған жер шарының суретін әкеліп, әкесін қатты таңғалдырады. Қайран қалған әкесі бұл жетістікке қалай жеткенін сұрағанда, ұлы ақырын жымиып, әке, жер шарының артқы жағында адамның бейнесі бар екен. Мен адам суретін жинағанда, жер шары да қалпына келді деп жауап берді. Бұл керемет оқиға екен. Көрдің бе, Жон? Мен кездестірген ең дана адамдар, Сивана данышпандарынан бастап, Гарвард заң мектебіндегі профессорларыма дейін, бәрі бақыттың негізгі формуласын білетін сияқты. Жалғастыра бер, дедім мен тағатсызданып. Дәл осыны мен ертеректе айттым ғой. Мән беруге лайықты мақсатты біртіндеп, жүйелі түрде жүзеге асыра берсең, бақыт та келеді. Өзің шынымен жақсы көрген дүниемен айналысқан кезде, жан дүниең масаттанғандай күй кешесің. Егер бақыт тек сүйіктісімен айналысатын адамдарға қонар болса, онда неге адамның көбі бақытсыз? Дұрыс ескерту, Жон. Өзің жақсы көретін іспен айналысу, мәселен әртіс болу үшін қазір істеп жатқан жұмысыңнан бас тарту, немесе маңыздырақ нәрсеге уақыт бөлу үшін елеусіз істерді ығыстыра тұру үлкен батылдықты қажет етеді. Бұл жайлылық аймағынан шығуыңды талап етеді, ал өзгеріс атаулы бастапқы кезде ыңғайсыздық туғызады. Бұл тәуекелге барудан да үлкен іс. Бірақ осыларды қайталап отырғанда, бақытты өмірге жеткізер ең сенімді жол осы екенін түсінесің. Батылдықты қалай қалыптастыруға болады? Оны жоғарыда баян еткен оқиғада айтып өттім. Өзіңнің шашылып қалған бөліктеріңді жинастырғаннан кейін әлемің де қалпына келеді. Санаңды, тәніңді және мінезіңді жетілдірген соң бақыт пен молшылық өміріңе енеді. Бірақ ол үшін сен күнделікті кем дегенде 10-15 минут болса да өзіңмен жұмыс істеуге уақыт жұмса. Ал Йоги Романның өсиет әңгімесіндегі бойы 9 фут, салмағы 900 фунт жапон сумо палуаны ненің символы? Біздің еңгезердей досымыз үздіксіз даму мен өрлеудің күші кайзен жүйесінің күш-қуатын үнемі еске салатын болады. Бар болғаны бірнеше сағаттың ішінде Жулиан маған өмірімде бұрын соңды естімеген ең күшті және ең таңғаларлық ақпаратты жеткізді. Мен өз санамның құдіреті мен сарқылмас қоры туралы білдім. Ақыл ойымды, санамды тыныштандыру және оның күшін өз қалауымша және арманыма сай бағыттаудың өте қолайлы әдістерін үйрендім. Өмірде нақты мақсат қоюдың және жеке, кәсіби, рухани әлемімнің барлық салаларында нақты мақсат қоюдың маңызын түсіндім. Енді Жулиан өзін-өзі меңгерудің мәңгілік қағидасы кайзен туралы сөз қозғады. Кайзен жүйесімен қалай айналысуға болады? Мен саған ежелгі бірақ өте тиімді 10 рәсімді айтайын. Олар жеке шеңберлеріңді дамыту, жетілдіру жолында ұшпаққа шығарады. Егер оларды пайдалы екеніне сене отырып, күнделікті қолдансаң, бүгіннен бастап санағанда
бір айдың ішінде керемет нәтижелерге қол жеткізесің. Егер оларды әдетке айналдыратын әдіс-тәсілдерді күнделікті өміріңе енгізіп қолдануды жалғастырсаң, мінсіз денсаулық, шексіз қуат, ұзақ бақыт пен жан тыныштығын табасың. Соңында өзіңнің таңғажайып тағдырыңмен қауышасың. Өйткені бұл саған туғаннан берілген құқық. Йоги Роман маған өзі ғажайып деп атаған 10 рәсімді жасырмай баян етті, және ол рәсімдердің іске асатынын бойымдағы өзгерістен көрсең болады. Осы айтқандарымды тыңдап ал да, нәтижесін бағалап, қорытындыны өзің жаса. Бар болғаны 30 күнде өміріңді өзгертетін нәтиже ме деп сенімсіз сұрадым. Әрине, саған осы стратегияларды орындау үшін күніне 1 сағат уақыт бөлсең де жеткілікті. Өзіңе құйған инвестицияң осы болады. Тек уақытым жоқ деп кері кетпесең болғаны. Бірақ менің расымен де уақытым жоқ деп ағымнан жарылдым. Заң саласындағы тәжірибем артып келеді. 1 сағатта айтпағанда өзіме 10 минутта бөле алмаймын, Жулиан. Мен алдында айтқанымдай өзіңді жақсартуға уақытым жоқ дегенің, өз санаңды дамытуға немесе өз рухыңды тәрбиелеуге уақытым жоқ дегенің. Ол көлік жүргізуден қолың тимей, асығыс болғандықтан жанармай құюға тоқтауға уақытым жоқ дегенге ұқсайды. Бірақ ерте ме кеш пе оны істеуге тура келеді. Шынымен бе? Шыным осы. Сонда қалай? Барынша түсіндіруге тырысайын. Сен миллиондаған доллар тұратын өте жылдам жарыс мәшинесіне ұқсайсың. Жақсы майланған, құрылымы күрделі, заманға сай мәшинесің. Бұл салыстыруыңа алғыстан басқа айтарым жоқ, Жулиан. Сенің санаң ғаламның ең керемет ғажайып туындысы, және тұлғаң өзіңді де таңғалдыратын ерлік жасай алады. Келсем, осы жылдам $1 миллион мәшиненің құнын біле тұра, моторын бір сәт болса да суытып алу үшін тоқтатпай, күні-түні жын ұрғандай жылдамдықты баса беру дұрыс па? Әрине жоқ. Олай болса неге өзіңді тоқтатып, күн сайын аз болса да демалып алуға уақыт бөлмейсің? Неліктен санаңның жылдам қозғалтқышын салқындату үшін дамылдамайсың? Менің ойымды түсініп тұрсың ба? Өзіңді жаңартуға, қалпыңа келтіруге уақыт бөлу қолыңнан келетін ең маңызды нәрсе. Бір қызығы, қарбалас күн тәртібіңнен өзіңді жетілдіруге және жақсартуға уақыт таппасаң, жұмысқа қайта оралғанда өнімділігің күрт артқанын көресің. 30 күн бойы күніне 1 сағат бар керек осы ма? Бұл мен іздеген сиқырлы формула. Егер оның маңызын ертерек түсінгенімде, асығым алшысынан түсіп, даңқым шыққан кездері бірнеше $1 миллион төлеп болсын қол жеткізер едім. Баға жетпес білім сияқты, мұның да тегін екенін білмедім. Ал егер сен осы жолмен жүре бастасаң, онда тәртіпті болуың керек, және формулада көрсетілген стратегияларды, олардың құндылығына толық сенім білдіре отырып, күнделікті қолданғаның жөн. Бұл тез жүзеге аса қоятын мәселе емес. Істі бастаған екенсің, ұзаққа созылатынын ескер. Сонда қалай? 30 күн бойына күнделікті 1 сағатыңды өзіңе күтім жасауға жұмсасаң, жақсы нәтижеге жетесің. Әрине, егер дұрыс әрекеттерді жасасаң ғана бәрі оң болмақ. Жаңа әдетті толығымен қалыптастырып, бекіту үшін шамамен 1 ай қажет. Осы уақыт өткеннен кейін сен үйренген стратегиялар мен әдістер екінші меніңе айналады. Ең бастысы, нәтижеге жеткің келсе, күнделікті жаттығу жасауды жалғастыруың керек. Барынша әділ деп келістім. Жулиан өз өмірінде жеке басының қуат көзін және ішкі тыныштық бұлағын ашқан анық. Расында да оның аурушаң қарт заңгерден жарқыраған қуатты, жігерлі философқа айналуы нағыз ғажайып болатын. Сол сәтте күніне 1 сағатымды әлі де танысатын әдістер мен қағидаларға зер салайын деп шештім. Мен әдеттегідей басқаларды өзгерту үшін еңбектенбес бұрын өзімді жетілдіруім керек деген байламға келдім. Мүмкін мен де ментал тәрізді өзгерісті бастан кешермін. Не болса да бұл байқап көруге тұрарлық нәрсе еді. Сол түні өз үйімнің қонақ бөлмесінің еденінде отырып мен Жулиан айтқан жарқыраған өмірдің 10 рәсімі туралы білдім. Олардың кейбіреуін орындау үшін өз тарапымнан біраз күш салуым қажет еді, ал басқаларын еш қиындықсыз орындауға болатын. Барлығы қызық көрініп, болашақта ерекше өзгерістерге бастауға уәде беріп тұрғандай. Бірінші стратегияға данышпандар жалғыздық рәсімі деген атау берген. Яғни мұнда күнделікті рәсіміңді мүлгіген тыныштықта бастауың қажет. Тыныштық кезеңі дегеніміз не? Бұл 15 минуттан 50 минутқа созылатын кезең. Осы кезде сен үнсіздіктің емдік күшін зерттеп,
Шын мәнінде кім екеніңді тануға тырысасың, деп түсіндірді Жулиан. Көлігімнің қызып кеткен қозғалтқышына берілетін демалыс уақыты сияқты ма, деп топшаладым. Бұл өте сәтті салыстыру болды. Отбасыңмен бірге ұзақ сапарға шығып көрдің бе? Әрине, жылда жас сайын Женнидің ата-анасына бір жетіге аралға барамыз. Жақсы, жолда тоқтап демалып аласыңдар ма? Әрине, жүрек жалғап аздап көз шырымын алу үшін тоқтаймыз. Өйткені 6 сағат бойы балаларымның артқы орындықта отырып, бір-бірімен керіскенін естіген соң құлаққа тыныштық керек қой. Онда жалғыздық рәсімі де жаныңа тыныштық беретін үзіліс деп ойла. Оның мақсаты өзіңді жаңарту және бұл әдемі тыныштық көрпесіне оранып алып, жалғыз уақыт өткізу. Тыныштықтың ерекшелігі неде? Өте жақсы сұрақ. Жалғыздық пен тыныштық сені шығармашылықпен байланыстырады және ғаламның шексіз парасатын береді. Көрдің бе, Жон, санаң көл сияқты. Біздің қарбалас, шым-шытырық әлемімізде адамдардың ойлары әлі де тыныш емес. Біздің жан дүниеміз күйзелісте. Дегенмен күнделікті қозғалыссыз отыру мен тыныштық сәтіне уақыт бөлу арқылы санаңның көлін айнадай тегіс қыла аласың. Бұл ішкі тыныштық көптеген басымдық әкеледі, яғни аман саулық, әл-ауқат, ішкі тыныштық және шексіз энергия береді. Тіпті ұйқың да жақсарып, күнделікті әрекеттеріңде жаңарған үйлесімділік пен тепе-теңдік сезімін сезіне бастайсың. Осы тыныштық кезеңін қайда орындасам болады? Теория тұрғысынан қарасақ, сен мұны жатын бөлмеден кеңсеге дейінгі кез келген жерде істей аласың. Ең маңыздысы, нағыз тыныштық пен сұлулық мекенін табу қажет. Сұлулық теңдеуге қалай сәйкес келеді? Әдемі бейнелер толқыған жанды тыныштандырады, деді Жулиан терең күрсініп. Раушан гүл шоғы немесе қарапайым жалғыз нәркес гүлі де сенің сезімдеріңе өте жағымды әсер етеді және жаныңа тыныштық сыйлайды. Ең дұрысы, мұндай сұлулықтың дәмін өз меніңнің ғибадатханасында татып көруің керек. Бұл не? Негізінде бұл сенің санаң, ақыл-ойың өсіп, рухани дамуың жүзеге асатын құпия орын. Бұл сенің үйіңдегі бос бөлме немесе шағын пәтеріңдегі жай ғана тыныш бұрыш болуы мүмкін. Бастысы, жаныңды жадыратып, тыныштық күйге бөлейтін мүлгіген тыныштық орнаған жерді тапсаң болғаны. Маған бұл ойың ұнап тұр. Менің ойымша, жұмыстан келген кезде оңаша қалуға осындай жайлы тыныш орын болса, көп нәрсені өзгертер еді. Мен біраз уақыт демалып, күні бойы жиналған күйзелістен арыла алар едім. Бұл мені басқалар үшін жайлы адамға айналдыруға сеп болуы мүмкін. Бұл тағы бір маңызды мәселені көтереді. Жалғыздық рәсімін күнде бір уақытта орындаған кезде ғана жақсы нәтиже береді. Неге? Себебі ол сенің күнделікті күн тәртібіңе еніп, әдетке айналады. Күнделікті бір уақытта жаттығу арқылы көп ұзамай, үнсіздік сәтін ешқашан назардан тыс қалдырмайтын әдетке айналдырасың. Ал жағымды өмірлік әдеттер сені сөзсіз өз тағдырыңа жетелейді. Тағы қосарың бар ма? Әрине, егер мүмкін болса, күнде табиғат аясына шығып, ортамен байланыс орнат. Орманда серуендеу немесе аулаңдағы бақшада өскен қызанақты бірнеше минут бойы бақылап тұру сенің ішкі әлеміңде ұйықтап жатқан тыныштық бұлағымен байланыс орнатады. Табиғатпен бірге болу, сонымен қатар өзіңнің меніңмен бірге болып, болмысыңның шексіз даналығына бейімделуге мүмкіндік береді. Өзіңді тану, жеке күш-қуатыңның анықталмаған өлшемдерін зерттеуге итермелейді. Мұны ешқашан ұмытпа, деді Жулиан тебіреніп. Ал саған бұл рәсім жақсы әсер етті ме? Көмегі тиді ме? Әлбетте, мен күнмен бірге ұйқымнан тұрған соң жасайтын алғашқы әрекетім өзімнің құпия панама барам. Ол жерде раушан жүрегін қалағанымша зерттеймін. Кейбір күндері бірнеше сағат бойы тыныш отырып ой жүгіртем. Кейде бұл рәсімге 10 минут қана жұмсаймын. Нәтижесі бірдей десе де болады. Екі жағдайда да энергиям артып, жаным жай табады. Бұл мені екінші рәсімге жетелейді. Ол кемел тәнді шынықтыру рәсімі деп аталады. Атауы қызық екен. Бұл рәсім не туралы? Бұл жерде денеңе күтім жасау туралы айтылады. Қалай? Қарапайым, кемел тәнді шынықтыру рәсімі денеңе қалай қамқорлық жасасаң, санаңа да сондай қамқорлық жасайсың деген қағидаға негізделген. Денеңді қалай дайындасаң, санаңды да солай дайындайсың. Денеңді қалай жаттықтырсаң, ақыл-ойыңды да солай жаттықтырасың. Ширататын жаттығулар жасап, денеңнің ғибадатханасын қуаттандыру үшін күн сайын уақыт бөл.
қан айналымын және денеңді қозғалысқа келтір. Бір аптада 168 сағат барын білесің бе? Жоқ, оны есептеп көрмеппін. Солай, бұл уақыттың кем дегенде 5 сағаты дене қозғалысына, физикалық белсенділіктің қандай да бір түріне жұмсалу керек деген сөз. Сивана данышпандары өздерінің физикалық қабілеттерін ояту және күшті, қарқынды өмір сүру үшін ежелгі йога жаттығуларын жасайды. Бұл керемет және айрықша көрініс болатын. Уақытты ырқына көндірген ерекше тұрпаттағы жандар ауылдың қақ ортасында төңкеріліп тік тұрып басқаларға үлгі болады. Сен йогамен айналысып көрдің бе, Жулиан? Женни өткен жаздан бері айналысып жүр. Ол өмірінің 5 жылға ұзарғанын айтады. Саған өміріңді сиқыршы сияқты жылдам өзгертетін бірде-бір стратегия жоқ екенін ескертейін, Джон. Тұрақты және үлкен өзгерістер саған көрсеткен бірқатар әдістерді үздіксіз қолданған кезде ғана болады. Бірақ йога сенің өмірлік қорыңдағы күшің мен қуатыңды шығарудың өте тиімді әдісі. Мен күнде таңертең йогамен айналысам, және бұл өзім үшін жасайтын ең пайдалы әрекетімнің бірі. Бұл менің денемді жақсартып қана қоймайды, сонымен бірге ойымды толығымен бір жерге шоғырландырады. Ол тіпті шығармашылық қиялымды бұғаудан босатады. Бұл керемет тәртіп. Данышпандар өз денелеріне күтім жасау үшін тағы басқа не істейді? Йоги Раман және оның бауырлары табиғатта ашық аспан астында серуендеу, мейлі ол биік тау соқпақтарымен жүру немесе қалың орманның түкпірінде серуендеу болсын, шаршағаныңды басып, денені табиғи сергектік күйіне қайтарады деп сенеді. Ауа райы бұзылып, жаяу жүруге мүмкіндік болмаған кезде жаттығуды өз лашықтарының ішінде жасайтын. Олар кейде таңғы асты ішпей қалуы мүмкін, алайда күнделікті жаттығуларын орындамай қалған кезі жоқ. Олардың лашықтарында жүгіруге арналған темір құрылғы бар ма деп қалжыңдадым. Ондай дүние жоқ. Кейде йога жаттығуларын жасап жаттығатын. Тағы бірде олардың кеудені жерден көтеру жаттығуын бір қолымен жасап жатқанын көріп қалам. Олар үшін нақты қандай да бір жаттығуды орындаудан гөрі денесін қозғалысқа түсіріп, қоршаған ортаның таза ауасымен тыныстаған маңызды еді. Бұған таза ауамен тыныстаудың қандай қатысы бар? Сұрағыңа Йоги Раманның дұрыс тыныс алу, дұрыс өмір сүру деген сүйікті нақылмен жауап берейін. Тыныс алу соншалықты маңызды ма деп таңдана сұрадым. Сиванаға келген бірінші күннен бастап данышпандар маған қуат көлемін 2 есе, тіпті 3 есе арттырудың ең жылдам жолы дұрыс және тиімді тыныс алу өнерін үйрену екенін айтқан. Сонда бәріміз, тіпті жаңа туған нәресте де дұрыс тыныс алуды білмей ме? Олай емес, Джон. Көпшілігіміз аман қалу үшін қалай тыныс алу керек екенін білгенімізбен, өркендеп, табысты болу үшін дұрыс тыныстауды үйренген емеспіз. Көбіміз тым үстірт тыныс аламыз, сондықтан денеміз оңтайлы жұмыс істеу үшін жеткілікті оттегін қабылдай алмайды. Дұрыс тыныс алу көп ғылыми зерттеуді қажет ететін сияқты ғой. Иә, данышпандар оны мына жолмен шешетін. Олардың философиясы қарапайым болды. Тиімді тыныс алу арқылы оттегін көбірек аласың және өзіңнің табиғи қуат қорыңды ашып, өмірлік күшіңді қалпына келтіресің. Жарайды, мен неден бастайын? Шын мәнінде бұл өте оңай. Күніне 2-3 рет тереңірек және тиімдірек тыныс алу туралы ойлануға 1-2 минут уақыт бөлсең болғаны. Тиімді және дұрыс тыныс алғаныңды қайдан білем? Сенің ішің ауаға толып томпаюы керек. Бұл ішіңмен тыныс алып жатқаныңды көрсетеді. Бұл өте жақсы деген сөз. Йоги Раманның маған үйреткен амалы қолыңды ішіңе қойып бақылау. Егер мен демалғанда олар да қозғалса, менің тыныс алу әдісім дұрыс болғаны. Бұның қызық екен. Егер саған бұл айтқандарым ұнаса, онда жарқыраған өмірдің 3-ші рәсімінде ұнататын боласың, деді Жулиан. Қайсысы? Дұрыс тамақтану рәсімі. Мен заңгер болған кезімде қақталған ет, қуырылған картоп және басқа да зиянды тағамдарды қорек етіп келдім. Әрине, елдегі ең жақсы мейрамханаларда тамақтандым. Дегенмен денемді қоқыспен толтырдым. Бірақ ол кезде бұл ілімді білмедім. Алайда сол кездің өзінде тамақтану үрдісіме көңілім толмайтын еді. Рас айтып тұрмысың? Әрине, дұрыс тамақтанбау сенің өміріңе айтарлықтай зиян келтіреді. Ол сенің тәнің мен жаныңның энергиясын сорып алады. Көңіл күйіңе әсер етіп, ойыңның анық, айқын болуына кедергі келтіреді. Йоги Раман мұны тәніңді қалай тамақтандырсаң, санаңды да солай нәрлендір деп тұжырымдаған болатын. Сонда тамақтану салтыңды өзгерттің бе? Түбегейлі өзгерттім. Бұл менің сезімім мен сыртқы келбетіме таңғаларлықтай әсер етіп,
өзгеріске бастады. Күйзеліспен жұмыс қауырт болып, қарттықтың әжімді саусақтары жақындап қалғандықтан үнемі шаршап жүремін деп ойлайтынмын. Сиванада енжар, сылбыр болғанымның себебі денеме құйып жатқан төмен октанды отынға байланысты екенін түсіндім. Барынша жас және ширақ болу үшін Сивана данышпандары немен тамақтанады сонда? Тірі, табиғи тағаммен, деді ол. Немен дейсің деп шап ете қалдым. Жауабы тірі, табиғи тағам. Тірі тағам дегеніміз өлі емес, жасанды емес тағам. Қойшы, Жулиан, тірі тағам дегенің не өзі деп шыдамсыздана сұрадым мен. Негізінен тірі тағам бұл табиғи жолмен өскен тағамдар, яғни күннің, ауаның, топырақтың және судың өзара әрекеттесуі арқылы жасалған. Бұл жерде мен вегетариан диетасы туралы айтып отырмын. Тәрелкеңде жаңа піскен көкөністермен, жемістермен және дәнді дақылдармен толтыр. Сонда ұзақ өмір сүретін боласың. Бұл мүмкін бе? Данышпандардың көбінің жасы 100-ден асқан және олардың жүзінен қарттықтың белгілері байқалмайды. Өткен аптада газеттен Шығыс Қытай теңізіндегі кішкентай Окинава аралында тұратын бір топ адам туралы оқыдым. Зерттеушілер аралға ағылып жатыр. Өйткені оларды әлемдегі 100 жасқа толған адамдардың бір жерде мұншалықты көп шоғырлануы қызықтырып отыр. Құпиясын біліп пе енді? Вегетариан диетасы олардың ұзақ өмір сүруінің басты құпиясының бірі екенін анықтады. Бірақ диетаның бұл түрі пайдалы ма? Бұл маған жетерлік күш береді деп ойлайсың ба? Есіңде болса, мен әлі де болса қарбаласқа толы ортада жұмыс істейтін сот орындаушысымын, Жулиан. Бұл табиғаттың өзі ойластырып ұсынған тамақтану жүйесі. Ол табиғи, күш-қуатқа толы және денсаулыққа пайдалы. Данышпандар мыңдаған жыл бойы осы тамақтану жүйесін қолданып өмір сүріп келеді. Олар оны сатвик немесе таза диета деп атайды. Ал сенің күш туралы алаңдауыңа келетін болсақ, горилладан бастап пілге дейінгі планетамыздың ең күшті жануарлары танымал вегетариан екенін айта кетейін. Сен горилланың адамнан 30 есе күшті екенін білесің бе? Маған берген бұл маңызды ақпаратың үшін рахмет айтам. Қараш, данышпандар ерекше адамдар емес. Олардың барлық даналығы, адамдардың барлығы бір қалыпты өмір сүріп, шектен шықпау керек деген ескірмейтін қағидаға негізделген. Сондықтан егер етін атсаң, оны жей беруіңе болады. Жай ғана жансыз тағамды жұтып жатқаныңды есіңнен шығарма. Мүмкіндік болса, жеп жүрген қызыл еттің мөлшерін азайт. Оны қорыту өте қиын және сенің ас қорыту жүйең бүкіл денеңдегі ең көп энергия тұтынатын орган болғандықтан құнды энергия қорлары сарқыла береді. Нені айтып жатқанымды түсіндің бе? Жай ғана қуырылған ет кесегін жегеннен кейінгі сезімің мен салат жегеннен кейінгі сезіміңді салыстырып көрші. Егер сен қатаң вегетариан болғың келмесе де, кем дегенде әр тағам жеген сайын салат пен жеміс-жидек жеуді бастасаң болады. Осының өзі де сенің денсаулығың мен өміріңнің сапасына үлкен өзгеріс әкеледі. Мұны істеу қиын емес сияқты деп жауап бердім мен. Мен негізінен вегетариандардың тамақтану туралы көп естідім. Өткен аптада Женни маған Финляндияда өткізілген зерттеу туралы айтып берді. Оған қатысқан жаңадан вегетариан болып жатқандардың 38% жаңа өмір салтынан кейін 7 айда шаршау азайып, өзін анағұрлым сергек сезінетін хабарлаған. Енді тамақтанған сайын салат жеуге тырысатын болам. Саған қарап енді тек салатпен қоректенгім келіп тұр. Бір айға жуық осылай тамақтанып көр және нәтижесін өзің айтасың. Бірақ көр де тұр, өзіңді жақсы сезінетін боласың. Жарайды, келістік. Егер бұл данышпандарға жақсы әсер етсе, маған да жақсы болар сөзсіз. Осылай жасап көрем деп саған уәде берем. Бұл аса қиын емес сияқты. Әрі өзім де күн сайын кешке барбекюге тамақ әзірлеуден шаршадым. Егер мен саған дұрыс тамақтану рәсімін қабылдата алсам, онда 4-ші рәсімді де ұнатасың деп ойлаймын. Сенің шәкіртің әлі де бос тостағанын ұстап тұр. 4-ші рәсім мол білім атауымен танымал. Ол өзіңнің және айналаңдағылардың игілігі үшін өмір бойы білім алу және білім қорыңды кеңейту туралы түсінікке негізделген. Бұрыннан келе жатқан білім күш деген идея ма? Бұл одан да көп нәрсені қамтиды, Джон. Білім тек ықтимал әлеуетті күш. Оның күші көріну үшін қолдану керек. Көп адам өз өмірінің кез келген сәтінде әртүрлі жағдай орын алғанда не істеу керек екенін біледі. Тек мәселе мынада: олар алған білімдерін қолданып, армандарын іске асыру үшін күнделікті жүйелі әрекеттер жасамайды. Мол білім рәсімін орындау
өмірдің шәкірті болуы деген сөз. Тіпті одан да маңыздысы, ол сенен алған біліміңді өз өміріңнің сыныбында пайдалануыңды талап етеді. Йоги Раман мен басқа данышпандар бұл рәсімді қалай орындайтын еді? Олардың күнделікті қосалқы рәсімдері де көп болды. Қосалқы дүниелерді олар мол білім рәсімнің құрметіне жасайтын. Бұл ең маңызды стратегиялардың бірі болғанымен, рәсімдердің ішіндегі ең оңайы да осы. Сен мұны қазірдің өзінде де бастай аласың. Бұл көп уақытты алмайды ғой, солай ма сонда? Жулиан күлімсіреп қарады. Мен саған ұсынып отырған әдістер, құралдар мен кеңестер ісіңді бұрын-соңды болмаған деңгейде өнімді әрі тиімді ететін болады. Бір тиынды үнемдеймін деп теңгеден қағылып ақымақ болма. Жұмыс істеуден қолы бос болмағандықтан компьютеріне сақтық көшірмесін жасауға уақытым жоқ деп айтатындарды есіңе алшы. Дегенмен компьютер істен шығып, бірнеше ай бойы істеген маңызды жұмысы сақталмай қалған кезде, олар мұны болдырмау үшін күніне бірнеше минутын жұмсамағандарына өкінеді. Не айтқым келгенін түсінген боларсың. Маңызды нәрселерді алға шығару керек пе? Әрине, өмірің тек күн тәртібінің кестесіне байланып өтпеуін қадағала. Оның орнына ар-ұжданың мен жүрегің бұйырған нәрселерге назар аудар. Сен өзіңе инвестиция салып, санаңды, денеңді және мінез-құлқыңды жоғары деңгейге көтеруге арнай бастағанда, ең үлкен және ең көп нәтижеге жету үшін не істеу керек екенін айтатын жеке жол нұсқаушының пайда болғанындай сезінесің. Осы кезде уақытқа алаңдауды қойып, өз өміріңді сүре бастайсың. Сабақты жақсы меңгеріп алыпсың, ендеше маған үйреткің келген қарапайым қосалқы рәсім қандай деп сұрадым. Үнемі кітап оқы. Күніне 30 минут кітап оқудың өзі айтарлықтай нәтиже береді. Бірақ бір дүниені ескертуім керек. Қолыңа түскен кітапты оқи берме. Өз санаңның гүл бағына тек таңдаулы нәрселерді ғана әкел. Ол өте пайдалы болуы керек. Сені де өміріңнің сапасында жақсартатын еңбектерді оқы. Данышпандар қандай еңбектерді оқиды? Олар уақыттарының көп бөлігін ата-бабаларының көне ілімдерін оқуымен және оларды қайталаумен өткізетін. Олар философиялық әдебиетті құлшына сіңірді. Бамбуктан жасалған кішкентай орындықтарға жайғасып, ағартушылықтан рухтанған жүздеріндегі нәзік күлкісімен ерекше түптелген кітаптарды оқып отырған көріністері көз алдымда. Дәл осы Сиванада жүрген кітаптың құдіретін және кітап даналардың ең жақсы досы деген қағиданы түсіндім. Қолыма түскен кез келген жақсы кітапты оқып бастайын ба? Иә және жоқ, деді ол. Мүмкіндігің болса көп оқуға тырыс. Бірақ есіңде болсын, кейбір кітаптарды оқып ләззат алсаң, кейбірі қорытуға ауыр соғады. Арасында тез сіңіріп алатындар да болады. Бұл мені тағы бір басқа ойға жетелейді. Сенің қарның ашып қалды ма? Жоқ, жон, деп күлді Жулиан. Саған айтқым келгені, керемет кітаптан шынымен бар жақсысын алу үшін оны жай оқып қана қоймай зерделеп оққан жөн. Қалталы клиенттерің кәсіби заңгердің пікірін тыңдау үшін алып келетін келісімшартты мұқият оқығандай құшырланып оқуың керек. Кітапты ерінбей оқы, жан-жақты зерделе. Данышпандар кітапханаларында тұрған еңбектерді 10-15 реттен қайталап оқиды. Олар ұлы кітаптарды киелі жазба, қасиетті құжат ретінде қарастырады. Қандай керемет! Сонда кітап оқу шынымен де маңызды болғаны ма? Күніне 30 минут оқу өміріңе үлкен өзгеріс әкеледі. Өйткені сен қолдануға болатын білімнің үлкен қорын көре бастайсың. Өмірде кездескен кез келген мәселенің жауабын кітаптан таба аласың. Егер білікті заңгер, жақсы әке, адал дос немесе ғашық болғың келсе, сені осы мақсатқа жетелейтін кітаптар бар. Келешекте жасар қателіктердің бәрін саған дейін өмір сүрген адамдар жасап қойған. Өмірдің тосар қиындықтары тек маған берілген сын деп ойлайсың ба? Мен бұл туралы ешқашан ойлаған емеспін, Жулиан. Бірақ сенің не айтқың келіп тұрғанын түсініп тұрмын, және сенікі дұрыс екенін де білем. Кез келген адам кезіккен және келешекте ұшырайтын барлық мәселелер басқа адамдардың басынан өткен, деді Жулиан. Одан да маңыздысы, жауабы мен шешімдері кітап бетінде қатталып тұр. Сондықтан дұрыс кітаптарды оқы. Сенен бұрын өмір сүрген адамдар қазіргі кезде сенің алдыңда тұрған қиындықты қалай еңсергенін оқып біл. Білімдерін қолдан, табысқа жету үшін олардың стратегияларын пайдалан. Сонда өз өміріңде болып жатқан өзгеріске қайран қаласың. Дұрыс кітаптар қандай еңбектер деп сұрадым мен Жулианның ойынның тамаша екенін тез аңғарып.
Мұны мен сенің таңдауыңа қалдырам досым. Өз басым шығыстан оралғаннан бері күнімнің көп бөлігін өзім сүйсінген ерлер мен әйелдердің өмірбаянын және даналық әдебиетті оқумен өткізем. Білімге шөліркеген жас адамға бір-екеуін ұсынар ма едің деп мен миығымнан күлдім. Әрине, шөліңді ұлы америкалық Бенджамин Франклиннің өмірбаянын оқып қандырсаң болды. Оған қоса менің ойымша Махатма Гандидің ақиқатпен жасаған тәжірибемнің тарих атты өмірбаянынан да үлкен жігер аласың. Мен сондай-ақ Герман Гессенің Сиддхартасын, Марк Аврелийдің іске асыруға болатын философиясын және Сенеканың кейбір жұмыстарын оқуды ұсынам. Наполеон Хиллидің «Ойлан да байы» деп аталатын кітабын оқысаң да болады. Мен оны өткен аптада оқып шықтым және мағыналы еңбек ретінде қабылдадым. «Ойлан да байы» деп саңқ еттім мен. Бірақ сен жүрек талмасынан кейін мұның бәрін артта қалдырдың деп ойлағанмын. Біздің осал тұсымызды білетін көше сатушылар ұсынатын қалай тез баюға болады деген сияқты нұсқаулық кітаптардан жүрегім айниды. Жайырақ, жігітім, жайырақ. Мен сенімен толықтай келсем, деді Жулиан дана, мейірімді ағайдың бар жылуы мен шыдамдылығын көрсетіп. Менде қоғамымыздағы адамгершілік қарым-қатынастарды қалпына келтіргім келеді. Дегенмен аталған жұқа кітап көп ақша табу туралы емес, өмірді жан-жақты қылу туралы баяндайды. Бұған дейін мен саған әл-ауқат пен жақсы өмірдің арасында үлкен айырмашылық бар екенін айтқанмын. Мен бұрын солай өмір сүрдім және ақшаға негізделген өмірдің азабында тарттым. Ойлан да байы, бұл молшылық, соның ішінде рухани байлық және өміріңе бар жақсылықты қалай тарту керек екенін үйрететін еңбек. Оны оқысаң өзіңе пайдалы болар еді. Бірақ міндеттемеймін. Кешір, Жулиан, мен ашушаң сот айыптаушысы сияқты көрінгім келмеген деп кешірім сұрадым. Кейде мінезімді тұсай алмай қалып жатам. Бойымдағы түзетуді қажет ететін дүниенің бірі осы мінезім. Маған үйреткеніңнің бәріне шын жүректен ризамын. Оқасы жоқ. Мен саған тек қана оқы және оқуды жалғастыра бер деймін. Тағы да бір қызық нәрсені білгің келе ме? Құлағым сенде. Сені өзгертетін нәрсені кітаптардан алмайсың. Кітаптар сенде бар жақсы жағыңды ашады, ал ол соңында сенің өміріңді өзгертеді. Көріп тұрғаныңдай, Жон, кітаптар саған соны еш нәрсе үйретпейді. Шынымен бе? Шыны осы. Кітаптар сенің бойыңда онсыз да бар нәрсені көруге көмектеседі. Міне, ағартушылық деген осы. Барлық саяхатым мен өмірді зерттеуімнен кейін мен жас кезімде бастаған сапарымның бастау нүктесіне толықтай қайтып оралғанымды көрдім. Бірақ қазір өзімді қандай екенімді және қандай бола алатынымды білем. Сонымен мол білім рәсімі айналамыздағы барлық кітап пен ақпаратты оқып зерттеу керек деген сөз бе? Жартылай солай. Әзірге күніне 30 минут кітап оқы. Қалғаны өз ретімен келеді, деді Жулиан жұмбақтап сөйлеп. Жарайды, жарқыраған өмірдің 5-ші рәсімі қандай? Бұл жеке рефлексия, ойланып толғану рәсімі. Данышпандар ішкі ойлау күшіне қатты сенеді. Өзіңді танып білуге уақыт бөлу арқылы болмысыңды, бұрын-соңды білмеген қырларыңды ашасың. Бұл өзі терең ой екен. Бұл шын мәнде өте пайдалы тұжырымдама. Біле білсең, бәріміздің ішкі әлемімізде жасырынып жатқан дарын баршылық. Оны танытуға уақыт бөлгенде ғана ол оянады. Дегенмен үнсіз ойлану, сырттай бақылау бұдан да көп нәтиже береді. Бұл тәжірибе сені шыңдай түседі. Осылайша еркіндік пен даналыққа қол жеткізесің. Бұл санаңды, ақыл ойыңды сәтті пайдалануға берілген мүмкіндік. Бұл тұжырымдамаң маған әлі де түсініксіз болып тұр, Жулиан. Солай болады. Алғашында маған да оғаш естілген. Оның негізінде жеке рефлексия, ойлау әдетіңнен басқа ештеңе жатқан жоқ. Бірақ бәріміз де ойламаймыз ғой. Бұл адам болмысының, адам болудың бір бөлігі емес пе? Әрине, көпшілігіміз ойлай аламыз. Бірақ мәселе мынада. Адам өмір сүру үшін ойлай білу жеткіліксіз. Мен аталған рәсім жайында айтқанда, яғни өркендеу үшін ойлауды меңзеп отырмын. Бен Франклиннің өмірбаянын оқып шықсаң, не дегің келген түсінесің. Күнде кешке бір күндік нәтижелі жұмыстан кейін, ол үйінің тым-тырыс болған бұрышында отырып, өткен күнін ой елегінен өткізіп отырған. Өзінің барлық әрекетін талдайтын болған. Жағымды я жағымсыз, табысты немесе теріс, тіптен түзетуді қажет ететін әрекетіне де талдау жасаған. Өткен күнде нені дұрыс жасамағанын анықтап, өзін-өзі жетілдіру жолында жағдайды жақсарту және алға жылжу үшін қажет қадамдарды жасап, дереу шешім қабылдай алған.
Данышпандар да солай істейтін. Күнде кешке олар хош иісті раушан гүлдерімен көмкерілген киелі лашықтарына барып терең ойға шоматын. Йоги Роман бір күнде болған оқиғаларды қалдырмай түгел жазып жүретін еді. Сонда ол нені жазушы еді деп сұрадым мен. Алдымен ол таңертең ұйқысынан тұрғаннан бастап жасайтын әрекеттерін жазатын, басқа данышпандармен қарым-қатынасын, отын мен тамақ іздеп орманға барған серуеніне дейін тізіп, сипаттап шығатын. Бір қызығы ол сол күні басына келген ойларды да қағазға түсіретін. Мұны істеу оңай емес қой. Мен тіпті 12 сағат бұрын не ойлағаным былай тұрсын, 5 минут бұрын келген ойларымды да есіме түсіре алмаймын. Бұл рәсімді күнделікті орындап жүрсең қиын емес. Көрдің бе? Мен қол жеткізген нәтижеге кез келген адам да қол жеткізе алады. Кез келген адам. Мәселе мынада. Тым көп адам сылтау айту деп айталатын қорқынышты аурудан зардап шегеді. Ол ауруға бұрындары ұшыраған болармын дедім мен, дана досымның не айтып тұрғанын толық түсініп. Сылтау айту ақталуды доғарып, жай ғана жұмысыңды істе деп Жулиан саңқ етті. Оның даусынан сенімділік есіп тұрды. Не істейін? Ойлануға уақыт тап. Өз әрекетіңе ойша талдау жасауды тұрақты әдетке айналдыр. Бірде Йоги Роман бір ғана өзінің барлық істеген істерін және ойлағандарын тізіп шығып, екінші бағанда әрекеттерін бағалап жазып шықты. Ойлары мен істерін жазбаша түрде көріп, бетпе-бет келгенде өзінен олардың табиғаты жағымды ма, ақиқатқа негізделген бе деп сұрайды. Ойлары жағымды болса, құнды энергиясын соған жұмсауға тырысады. Өйткені ол ұзақ мерзімді келешекте зор табыс әкелетіні сөзсіз. Ал егер олар жағымсыз болса ше? Онда олардан құтылудың нақты жоспарын жасап, жолдарын қарастыра бастайды. Түсінікті болу үшін бір мысал келтірсең? Жеке тәжірибемнен келтірсем бола ма деп сұрады Жулиан. Әрине, өз басыңнан өткерген тағылымы мол оқиғаларды білгім келеді дедім мен. Ал мен сен жүріп өткен жолды біліп алсам деп ойлап жүрсем? Екеуміз де мектеп ауласында жүрген балалардай сықылықтап күле бастадық. Жарайды, сен өз жолыңнан тайқып кеткен кезің жоқ екен білем. Онда сенің бүгін жасаған істеріңнің бірнешеуін ғана қарастырайық. Оларды үстелдің үстінде жатқан қағазға жаз деп нұсқау берді Жулиан. Мен маңызды бір дүниенің болатынын сезе бастадым. Ұзақ уақыттан бері бірінші рет уақытты бір нәрсені жасауға емес, істегендерім туралы ойлануға, басыма келген ойлар жөнінде ғана толғануға бөлдім. Мұның бәрі қаншалықты оғаш көрінсе, соншалықты қисынды, орынды болды. Нені жақсарту керегін анықтауға уақыт таппаған мен өзімді және өмірімді қалай жақсартамын деп үміттеніп жүргенмін. Неден бастайын дедім. Бүгін таңертең жасаған ісіңнен баста және күні бойы істегендеріңді саралап шық. Күніңнің тек бірнеше маңызды сәттерін көрсет. Бізде әлі де жеткілікті уақыт бар және мен бірнеше минуттан кейін Йоги Романның оқиғасына қайта оралам. Керемет, мені 6:30-да электрон әтешімнің дауысы оятты деп әзілдедім. Салмақты бол да жалғастыра бер деп сенімді жауап берді Жулиан. Жарайды, сонан соң мен жуындым, қырындым, вафли жедім де жұмысқа қарай асықтым. Ал отбасың туралы не айтасың? Ол кезде отбасым ұйықтап жатқан еді. Сөйтіп әйтеуір кеңсеге жетсем, 7:30-ға белгіленген кездесуге клиентім 7-де келіп алып мені күтіп отыр екен. Жүзінен долданып тұрғанын байқадым. Сонымен мәселе қалай шешілді? Ол өз бағасын алды, енді мен оның орынсыз айқайына шыдап тұрмаймын ғой. Жарайды, сонан соң не болды? Несін айтасың, жағдай тіпті ушыға түсті. Сот ғимаратынан қоңырау шалып, тағы деген лақап аты бар судья мені өз палатасында көргісі келетінін айтты. Егер 10 минут ішінде бармасам, бас домалайтыны белгіледі. Тағының кім екенін білесің ғой. Феррарийіңді тұрағына қойғаныңда саған дүрсе қоя берген үшін оған тағы деген лақап атты өзің қойған едің ғой деп күлімдедім. Сен мұны еске түсіргің келеді солай ма деп жауап берді Жулиан. Ал оның көзі бір кездері бәріне танымал сотқарлығын еске салғандай жалт-жұлт етті. Сонымен мен сот ғимаратына жүгіріп бардым. Ол жерде тағы бір кеңсе қызметкерімен керісіп қалдым. Кеңсеге қайтып келгенімде мені шұғыл деп белгіленген 27 телефон хабарламасы күтіп тұрған еді. Әрі қарай жалғастыра берейін бе? Иә, жалғастыра бер. Үйге қайтып келе жатқанымда Женни телефон соғып, көлігіммен анасының үйіне барып енемнің әйгілі бәліштерін алып келуімді өтініп сұрады. Бірақ үйге жетейін деп қалғанымда бұрын соңды көрмеген кептеліске тап болдым. Сонда 40 градус қапырықта кептелістің қақ ортасында тұрып, уақыттың сырғып бара жатқанын сездім. Мұның ақыры немен тынды? Мен жол қозғалысын қарғадым дедім бар шынымды айтып.
Көлігімнің ішінде отырып қатты айғайладым. Менің не айтқанымды білгің келе ме? Сенің сөзің санамның бақшасын нәрлендіретін құнар емес деп ойлаймын, деп жауап берді Жулиан жұмсақ жымиып. Бірақ ол жақсы тыңайтқыш болуы мүмкін. Жоқ, рахмет. Бізге осы жерде тоқтауың керек сияқты. Жай ғана 1-2 секунд ойланып өткізген күніңе қараш. Әлбетте, артқа қараған кезде мүмкіндік болса сен басқаша істегің келетін кем дегенде бірнеше іс табылады. Сөзсіз солай. Мысалы қандай? Біріншіден, мінсіз әлемде мен ұйқымнан ертерек тұрар едім. Таң атпастан қапылып жанталасу жақсылық әкеледі деп ойламаймын. Таңертеңгі уақытым тыныштықпен басталып, күні бойы солай жалғасып жеңіл өткен қалаймын. Сондықтан сен маған ертеректе айтқан раушан жүрегі техникасын қолдансам қызықты болатын сияқты. Оған қоса мен тіпті бір тостаған сұлы жармасынан жасалған ботқа жесек те, отбасымның таңғы аста үстел басында жиналып отырған қалаймын. Бұл өзімді жақсы сезінуге, тепе-теңдікте болуға мүмкіндік берер еді. Негізі мен Женнимен және балалармен бірге жеткілікті уақыт өткізбей жүрген сияқтымын. Бірақ сен мінсіз әлемде тамаша өмір сүріп жатырсың. Сен күніңді өзің басқаратын күшке иесің. Санаңда тек мейірімді, жағымды ойларды ғана қалыптастыратын қуатың бар. Арманыңды жүзеге асыруға жететін күшің бар. Жулиан барған сайын даусын көтеріп сөйлеп жатқанын байқады. Мұны түсініп тұрмын, мен шынтуайтында өзгере алатынымды сезіне бастадым. Тамаша, күні бойы істеген істеріңді еске түсіруді жалғастыра бер, деді ол. Мен клиентіме айқайлағаныма өкінем. Сот хатшысымен де дауласпағаным дұрыс болар еді. Және кептелісте тұрғанда сабырсыздық танытқаным жөнсіз болды. Сенің әрекетіңнен кептеліс ойылып кеткен жоқ қой, солай ма? Әрине, жол кептелісі бұған дейін де болғанын, бұдан кейін де бола береді деп байқағанымды айттым. Менің ойымша сен қазір жеке рефлексия рәсімінің күшін көріп отырсың. Не істеп жатқаныңды, күніңді қалай өткізгеніңді және миыңа келетін ойларыңды талдау арқылы өзіңді жақсарту мен жетілдірудің өлшемдерін анықтап, бастапқы нүктесін белгілейсің. Ертеңгі күнді жақсартудың жалғыз жолы бүгін нені дұрыс істемегеніңді анықтап алу. Оған қоса оны қайталамас үшін нақты жоспар жасап алуым керек пе деп қостым. Дәл солай. Қателік жасап жаңылысуда тұрған еш нәрсе жоқ. Қателік өмірдің бір бөлігі және дамып өсу үшін қажет. Бақыт дұрыс ой-пікір мен пайымдау арқылы, жақсы ой тәжірибе арқылы, тәжірибе қателесу арқылы келеді деген нақыл сөз бар. Бірақ бір қатені күндіз-түні қайта-қайта жасаудың өзі адасқандықтың белгісі. Бұл адамның өзін-өзі танымайтынын көрсетеді. Ал өзіңді тану адамды жануардан ерекшелейтін басты қасиеттің бірі. Мен бұл туралы бұрындары естімеген екенмін. Бірақ ақиқаты осы. Адам ғана өз шеңберінен шығып, нені дұрыс, нені бұрыс жасап жатқанын саралай алады. Ит мұны істей алмайды, құстардың да қолынан келмейді. Тіпті маймыл да бұлай жасауға қауқарсыз. Бірақ сенің қолыңнан келеді. Жеке рефлексия рәсімі осымен тығыз байланысты. Өзің үшін әрекетің мен өміріңде не дұрыс, не бұрыс екенін анықта. Содан кейін өміріңді дереу жақсартуға кіріс. Ойланатын нәрсе көп екен, Жулиан. Ойланатын нәрсе көп, дедім мен де терең ойға шомып. Жарқыраған өмірдің 6-шы рәсімі ерте ояну туралы ойлануға қалай қарайсың? Ой, бұл әңгіме тақырыбы қайда ойсарын біліп тұрмын. Алыстағы Сиван алқабында естіген ең керемет кеңестің бірі. Таңмен таласып ұйқыдан тұрып, күніңді жақсы бастау керек екен. Көпшілігіміз шамадан тыс көп ұйықтаймыз. Адам орта есеппен 6 сағат ұйықтап та дені сау және сергек болып өмір сүре алады. Ұйқы шын мәнде әдет және кез келген басқа әдет сияқты, оны да өзің қалаған нәтижеге жету үшін жаттықтыра аласың. Яғни бұл жағдайда аз ұйықтау керек. Бірақ тым ерте тұрсам өзімді күші сарқылып әлсіреген адамдай сезінем, дедім. Алғашқы бірнеше күнде қатты шаршап қалжырайсың. Мұны мойындау керек. Жақсы сезіммен және ерте тұрып жүрсең де, тіпті алғашқы аптаның өзінде де осылай сезінуі мүмкін. Мұны ұзақ мерзімді пайданың аз уақытқа созылатын қиындығының шағын бөлігі деп қарастыр. Жаңа әдетті қалыптастыру оңай емес. Сен әрқашан аздап болса да ыңғайсыздықты сезесің. Бұл жаңа аяқ киімді кеңейту сияқты. Бастапқыда аяқ киім аяғыңды қысып, біраз әуре сарсаңға түсіруі мүмкін. Бірақ көп ұзамай олар қалыпқа келіп, аяғыңа құйып қойғандай болады. Жоғарыда айтқанымдай ауру, күйзеліс көбіне тұлғалық өсудің алғышарты. Одан қорықпа, оны қабылдасаң дұрыс болады. Жарайды, ерте тұру үшін жаттығу қажет деген идея маған ұнады. Алдымен сенен ерте деген сөз нені білдіретінін сұрайыншы.
Тағы бір жақсы сұрақ. Мына уақыт мінсіз дәл келеді деп айта алмаймын. Осы уақытқа дейін саған айтып берген барлық білім сияқты өзің үшін дұрыс деп тапқан нәрсені істе. Йоги романның шектен тыс төтенше еш нәрсе қажет емес. Барлығы бір қалыпты болу керек деген сақтандыруын есіңнен шығармасаң болғаны. Таң қыла бере ұйқыдан ояну төтенше жағдай деп білемін. Шын мәнінде олай емес. Жаңа күннің алғашқы шапағымен бірге ұйқыдан тұру нағыз табиғи күй. Данышпандар күн сәулесін аспанның сыйы деп есептеген және олар шамадан тыс күн астында болудан қашқақтағанымен таңертеңгі күн сәулесінен рақат алып, теңселіп билегенін талай көрдім. Олардың ұзақ өмір сүруінің тағы бір кілті осы болғанына сенімдімін. Сен де күнге күйесің бе деп сұрадым мен. Әлбетте, күн мені жасартады. Шаршаған кезде көңіл күйімді көтереді. Шығыстың ежелгі мәдениетінде күннің жанмен байланысы бар деп айтылады. Адамдар күнге бас иетін, өйткені ол мол егін мен рухтың күшейіп гүлденуіне мүмкіндік береді. Күн сәулесі сенің өмірлік күшіңді бостандыққа шығарып, көңіл күйің мен эмоцияңды, дене күшің мен сергектігіңді қалпына келтіреді. Ол әрине керемет дәрігер, бірақ орынды, ұқыпты қолдансаң ғана жанға шипа. Алайда менің ойым тағы да басқа жаққа бұрылып кетті. Басты мәселеміз күн сайын ерте тұру еді ғой. Бірақ бұл рәсімді қалай күнделікті әдетіме айналдырам? Міне, бірнеше пайдалы кеңес берейін. Біріншіден, ұйқының ұзақтығы емес, сапасы маңызды. Соны есіңнен шығарма. 10 сағаттық мазасыз ұйқыға қарағанда 6 сағат үзіліссіз терең ұйықтау пайдалырақ. Ең бастысы, күнделікті күйзеліс пен мазасызданудың кесірінен нашарлаған денсаулығыңды қалыпты, табиғи күйге келтіруге көмектесетін демалыспен қамтамасыз ету. Данышпандардың әдеттерінің біразы ұйқының ұзақтығынан гөрі сапалы демалуға ұмтылу қағидасына негізделген. Мысалы, йоги роман кешкі сағат 8-ден кейін тамақ ішпейтін. Ол ас қорыту белсенділігі ұйқысының сапасын төмендететінін айтатын. Тағы бір мысал, данышпандар ұйықтар алдында арфаның жұмсақ үнімен медитация жасайтын. Мұның астарында не жатыр? Мына сұрағыма жауап бер, Джон. Сен күнде кешке ұйықтар алдында не істейсің? Өзім білетін адамдар сияқты Женемен бірге жаңалық көрем. Мен де солай болар деп топшалап едім деп жауап берді Жулиан, көзі жалт-жұлт етіп. Түсінсем бұйырмасын, ұйықтар алдында жаңалық көрудің несі әбестік? Ұйқыға дейінгі 10 минут және оянғаннан кейінгі 10 минут сенің сана сезіміңе қатты әсер ететін уақыт. Аталған сәтте санаңда тек қана шабыттандыратын және тыныш ойлар ғана болуы керек. Миым компьютер сияқты болу керек пе? Бұл өте жақсы салыстыру. Миыңа не ексең соны орасың. Одан да маңыздысы, программист тек қана өзіңсің. Қандай ой келетінін анықтау арқылы нәтижесінде қандай ой қорытылатынын анықтайсың. Сондықтан ұйықтар алдында жаңалық көрме, немесе ешкіммен сөз салыстырма. Тіпті күні бойы болған оқиғаларды көз алдыңа елестетпе. Тыныштал, демал, қаласаң түрлі дәрілік шөптерден жасалған шай іш. Жағымды классикалық музыка тыңда және өзіңді қалпыңа келтіретін терең ұйқыға дайында. Сөзіңнің қисыны бар. Ұйқың неғұрлым жақсы болса, соғұрлым қажеті де азырақ болады. Дәл айттың. Оған қоса 21 деген ежелгі ережені есте сақта. Егер сен 21 күн бойы қатарынан кез келген нәрсені істесең, ол әдетке айналады. Сондықтан бұл өте ыңғайсыз сезім деп бас тартпас бұрын шамамен 3 апта бойы ерте тұру тәртібін ұстан. Сол уақыт ішінде ол сенің өміріңнің бір бөлігіне айналады. Қысқа мерзімде сен таңғы 5:30-да немесе тіпті таңғы 5-те оңай тұрып, тағы бір керемет күннің таңын тамашалауға дайын боласың. Жарайды, мен күнде 5:30-да ұйқымнан тұрамын делік. Содан кейін не істеуім керек? Сұрақтарың сені ойланатыныңды көрсетеді. Мен мұны қатты бағалаймын. Ұйқыдан тұрған соң сен көп нәрсе істей аласың. Санаңда мықтап бекіту керек негізгі қағида күнді жақсы нәрседен бастау аса маңызды. Алдында айтқанымдай басыңа келетін ойлар мен оянғаннан кейінгі алғашқы 10 минутта жасайтын әрекетің күннің қалған бөлігіне айтарлықтай әсер етеді. Шынымен бе? Әлбетте. Жағымды жақсы нәрселер туралы ойла. Өзіңде бар нәрсе үшін алғыс айтып, дұғаңды оқы. Алғыс тізімімен жұмыс жаса. Жақсы музыка тыңда. Күннің ұясынан шыққанын бақыла, немесе мүмкіндігің болса, табиғат аясына шығып серуенде. Данышпандар күлкісі келсін келмесін, қаласын қаламасын таңғы бақыт шырынын сезіну үшін күлетін. Жулиан, мен тостағанымды бос ұстауға тырысып отырмын, және менің ойымша
Жаңадан келген адам үшін өте жақсы жұмыс істегеніммен келісесің деп ойлаймын. Бірақ бұл тіпті Гималайда тұратын монахтар үшін де оғаш сияқты. Бірақ олай емес. 4 жасар бала орта есеппен күніне қанша рет күлетінін білесің бе? Жоқ, мен білем, 300 рет. Енді біздің қоғамда ересек адам орта есеппен бір күнде қанша рет күлетінін білесің бе? 50 рет пе деп болжауға тырыстым. Бар болғаны 15 рет, деді Жулиан, масаттанғанын жасыра алмай күлімсіреп. Нені меңзеп тұрғанымды түсіндің бе? Күлкі жанның емі. Өзіңе ұнамаса да айнаға қарап, бірнеше минут бойы күл. Осының арқасында өзіңді керемет сезіне бастайсың. Уильям Джеймстің біз бақытты болғандықтан күлмейміз, біз күлгендіктен бақытты боламыз дегені бар. Сондықтан күніңді керемет күлкімен, қуанышпен баста. Күл, ойна және қолыңда бар нәрсеге шүкіршілік ет. Әрбір күнің керемет сауапқа толы болады. Ал сен күніңді жақсы бастау үшін не істейсің? Шынымды айтсам, мен өте күрделі таңертеңгілік күн тәртібін жасадым. Оның ішіне раушан жүрегінен бастап, бірнеше стақан жаңа сығылған жеміс шырын ішуге дейінгі қадамдар кіреді. Бірақ саған айтып бергім келетін тағы бір стратегия бар. Маңызды нәрсе сияқты ғой. Солай, оянғаннан кейін көп созбай, өзіңнің киелі тыныштық орныңа бар. Тыныштал, қозғалма және назарыңды бір жерге аудар. Содан кейін өзіңе мына сұрақты қой. Егер бүгінгі күн менің соңғы күнім болса, не істер едім? Ең бастысы, бұл сұрақтың мәніне терең үңіліп түсінуге тырысу. Жасайтын нәрсеңнің бәрін, қоңырау шалатын адамдардың есімдерін және саған ұнайтын сәттерді ойша тізіп шық. Өзіңді осы істерді бар күш-жігеріңмен жүзеге асырып жатқаныңды елестет. Отбасыңа және достарыңа қалай қарап, қандай қарым-қатынас жасайтыныңды елестетіп, байқап көр. Тіпті бүгін жер бетінде соңғы күнің болса да бейтаныс адамдармен қалай қарым-қатынас жасайтыныңды елестет. Жоғарыда айтқанымдай әр күніңді соңғы күн сияқты өмір сүріп өткізсең, өмірің сиқыр мен ғажайыпқа толы болады. Сонымен ақырын жылыстап, рәсімдердің 7-шісіне де жеттік. Бұл музыка рәсімі деп аталады. Маған бұл рәсім ұнайды деп ойлаймын деп жауап бердім. Солай болатынына сенімдімін. Данышпандар өздерінің музыкасын жақсы көретін. Музыка оларға күн сияқты рухани күш беріп, күлкі сыйлайтын. Олар билеп ән салатын. Саған да дәл солай әсер етеді. Музыканың күшін ешқашан ұмытпа. Жұмысқа бара жатқанда тыңдасаң да, әсем әуенмен күн сайын біраз уақытыңды өткіз. Көңілсіз болғанда немесе шаршаған кезде музыка тыңда. Мен білетін ең жақсы мотиватордың бірі осы музыка. Өзіңнен басқа, деп шын жүректен айғайлап жібердім. Сені тыңдағанымның өзі маған керемет әсер береді. Сен шынымен де өзгергенсің, Жулиан. Тек сырттай ғана емес. Бұрынғы бетпақтығың жоқ. Жаман ойларың мен теріс пікірлеріңнің табы да қалмаған. Бұрынғы озбырлық та жоқ. Сен шынымен де өзіңмен тіл табысып, татуласқан сияқтысың. Сөздерің жаныма майдай жағып жатыр. Ей, одан да басқалары бар, деп даусын қатты шығарды Жулиан жұдырығын түйіп. Кеттік, жалғастырайық. Мен оны басқа еш нәрсеге айырбастамаймын. Жарайды, 8-ші рәсім ауызекі сөйлеу рәсімі. Данышпандардың таңертең, түсте және кешке айтатын біршама мантрасы болатын. Бұл оларға ойын жинақтауға көмектесіп, күш пен бақытты сезуде өте тиімді қолдау болатын. Мантра дегеніміз не, деп сұрадым мен. Мантра бұл жағымды, оң әсер ету үшін біріктірілген сөздер жиынтығы. Санскрит тілінде ман ақыл, сана және тра азат ету дегенді білдіреді. Дегенмен мантраны ақыл ойды, сананы азат ету деп түсінсек болады. Сөзіме сенсең болады, Джон. Мантра бұл мақсатқа өте қуатты, күшті жолмен жеткізеді. Сен күнделікті өміріңде мантраны қолданасың ба? Әлбетте қолданам. Қайда жүрсем де мантра менің адал серігім. Автобуста отырғанда, кітапханаға бара жатқанда, жолда немесе саябақта серуендеп жүргенде де үнемі өмірімдегі бар жақсыны қайталап айтып жүрем. Мантраны дауыстап айту керек пе? Олай істеуге міндетті емессің. Жазылған аффирмация да өте тиімді. Бірақ мантраны дауыстап қайталау менің рухымды шыңдайтынын байқадым. Мотивацияны сезіну керек болғанда, мен 2 не 300 рет дауыстап, мен шабыттандым, тәртіптімін және күш-қуатым мол деп қайталай алам. Өзіме деген сенімді сақтау үшін мен күшті, қабілетті және сабырлымын деп қайталап айтамын. Тіпті жас және өмірлік күші мол адам болып қалу үшін де мантраны қолданам, деп мойындады Жулиан. Мантра сенің жастығыңды сақтауға қалай көмектеседі? Сөз адамның санасына әсер етеді. Сөз айтылса да, жазылса да әсері орасан зор.
Сенің басқаларға айтқаның маңызды болғанымен, өзіңе айтылар сөздің орны айрықша. Сонда өз-өзіңмен сөйлесуің керек пе? Дәл солай. Адам өз ойларының жемісі. Сондай-ақ болмысыңды күндіз айтқан ойларың құрайды. Егер қартайдым және шаршадым дегенді жиі айтсаң, бұл мантра шындыққа айналады. Егер өзіңді әлсізбін, әрі ынта-жігерім жоқ деп сипаттасаң, солай болады. Бірақ денім сау, төзімді, әрі өмірге құштар жанмын деп күнделікті қайталар болсаң, өмірің күрт өзгереді. Көрдің бе, өзіңе айтқан сөздерің сенің сырт бейнеңе әсер етеді және қандай әрекет жасайтыныңды анықтайды. Мәселен, өзіңді сенімсіз, үлкен істі атқара алмас ынжық ретінде санасаң, мүмкіндігінің шегін аталған сөздерің аясында шектеп, өзіңе өзің тұсау саласың. Керісінше, өзіңді батыл, сенімді, еш нәрседен тайсалмайтын тұлға деп қабылдасаң, барлық әрекетіңде осы сипаттарға сай келетін болады. Сенің өз бейнең, өзіңе жасаған сәуегейлігің, болжамың, көрегендігің. Сонда қалай? Егер қолыңнан бір іс келмейді дегенге илансаң, айталық, адал жар кезікпейді, я күйзелістен арылмаймын деп санасаң, аталған сенімдерің сырт бейнеңе, тұлғаңа әсер ететін болады. Осылайша бұл ой кеселдері адал жарды тауып, емен жарқын жайлы өмір сүруіңе теріс әсерін тигізеді. Оған қоса бұл бағытта жасай алатын кез келген әрекетің күш-жігеріңді басып, шаншып жоқ қылады. Неліктен бұлай болады? Мұны түсіндіру оңай. Сенің сырт бейнең әмірші әрі басқарушы ретінде қалыптасқан. Ол ешқашан өзіне сәйкес келмейтін әрекетке жол бермейді. Ең күштісі, сен сырт бейнеңді өзгерте аласың. Яғни өміріңді жақсартуға көмектеспейтін барлық нәрсені өзгерте алған сияқты, бейнеңді де өзгерте аласың. Мантра бұл мақсатқа жетудің тамаша тәсілі. Ішкі әлемімді өзгерткенде, сыртқы әлемімді де өзгертемін дедім мен құрметпен. Меніңше, сен бәрін тез үйреніп келесің, деді Жулиан, бас бармағын шошайтып. Бұл ишаратты ол табысты қорғаушы болып жүрген кезінде жиі қолданатын. Бұл бізді жарқыраған өмірдің 9-шы рәсіміне жақындатады. Бұл мінезі үйлесімді тұлғаның рәсімі. Аталған рәсім жаңа ғана сөз еткен жеке бейне тұжырымдамасының бір түрі. Жалпақ тілмен айтқанда, бұл рәсім мінезіңді қалыптастыру үшін жасайтын күнделікті қосымша әрекеттерді талап етеді. Мінезіңді жайлы қылу өзіңе деген көзқарасыңа және орындайтын әрекетіңе әсер етеді. Сенің әрекетің әдетіңді қалыптастырады, ал әдеттерің болса тағдырыңа әсер ететін өте маңызды дүние. Бұл формуланы Йоги Раман өте жақсы тұжырымдап берген. Сіз бір ойды егіп, әрекетті орасыз. Әрекетті орғанда әдетті егесіз. Әдетті еккен соң мінезді қалыптастырасыз. Ал мінезді ексеңіз, тағдырдың игілігін көресіз. Сонда мінезімді қалыптастыру үшін қандай әрекет жасауым керек? Адамгершілік қасиеттеріңді дамытатын кез келген әрекет жарай береді. Менен мұны сұрамас бұрын ізгілік дегеннің не екенін түсіндіріп берейін. Гималайдың дана халқы өнегелі өмірдің мәнді екеніне сенеді. Сондықтан олар өз әрекетін мәңгілік қағидалар тізбегі арқылы басқарады. Олар өмірін мақсатына сай басқарады деп айтама деп ойлаған едім. Иә, дұрыс айтасың, бірақ олардың өмірлік мақсаты ата-бабалар ұстанған, мыңдаған жыл бойына басты байлық саналып келген қағидаларға сай өмір сүруге тырысу. Ол қандай қағидалар деп сұрадым мен. Жалпақ тілмен айтсақ, жігер, жанашырлық, кішіпейілділік, шыдам, адалдық және батылдық. Сенің барлық әрекетің осы қағидаларға сәйкес келсе, жан түкпіріңде үйлесім мен тыныштықты сезінетін боласың. Осылай өмір сүру рухани жетістікке жеткізеді. Өйткені мұндай жағдайда дұрыс деп санаған істі ғана орындайтын боласың. Табиғат заңдары мен ғалам заңдарына сәйкес әрекет етесің. Дәл осы кезде басқа өлшемнің энергиясын пайдалана бастайсың. Егер қаласаң, оны жоғары күштердің қуаты деп ата. Сол кезде қарапайым өмірің гүлденіп, өз болмысыңның ізгілігін сезінесің. Бұл рухыңды жаңғыртуға жасалған алғашқы қадам. Сен бұл кезеңді өткердің бе деп сұрадым мен. Әлбетте өткердім, әрі сенің де өткереріңе сенімдімін. Дұрыс әрекет ет, шынайы мінезіңе сай әрекет ет, адал іс қыл, жүрегіңнің айтқанымен жүр, қалғаны өз жөнімен келеді. Сен жалғыз емессің, әрі жалғыз қалмайтыныңды біл деп жауап берді Жулиан. Мұның астары неде жатыр? Мүмкін саған оны басқа бір жолы түсіндірермін. Әзірге мінезіңді қалыптастыру үшін күн сайын кішкене нәрселерді жасау керек екенін жадыңда тұт. Эмерсон айтқандай, мінез интеллекттен жоғары тұрады. Жаныңның ұлылығы өмір сүруге де, ойлауға да күш-қуат береді.
Мен жоғарыда айтқан қағидаларға сәйкес әрекет еткенде ғана мінезің қалыптасады. Егер мұны істей алмасаң, шынайы бақыт сенен теріс айналады. Ал соңғы рәсім қандай? Рәсімдердің ішіндегі ең маңыздысы қарапайым болу рәсімі. Бұл рәсім сенен қарапайым өмір сүруді талап етеді. Йоги Раман бұған қатысты маған, адам қызылды жасылды ұсақ түйектің ортасында өмір сүріп, өзін жоғалтып алмағаны жөн. Тек басты нәрсеге ойыңды шоғырландыр. Шын мәнде мағыналы әрекеттерге назар аудар. Сонда тыныш, дәулетті әрі еркін өмір сүретін боласың. Мен саған сөз берем деген болатын. Ол дұрыс айтқан. Бидайды арамшөптен тазалай бастаған сәтте өміріме ризашылықпен үйлесім кірді. Етім үйреніп қалған өмірімнің қарқынын бәсеңдеттім. Құйынның дәл ортасында өтіп жатқан өмірден теріс айналдым. Оның орнына жүрісімді бәсеңдетіп, өсиет әңгіменің нәрін алдым. Осыдан ләззат алатын уақыт таптым. Қарапайым болу үшін не істедің? Мен қымбат киім киюді қойдым. Күніне 6 газет оқитын құмарлығымнан бас тарттым. Әрқашан бәріне қажетпін және барлық жерде болуым керек деген ойдан арылдым. Вегетариандық өмір салтына көштім және тамақты азырақ жейтін болдым. Негізінде қажеттіліктерімді азайттым. Көріп тұрғаныңдай жон, қажеттілігіңді азайтпасаң көңілің тояды таппайды. Сен әрқашан Лас-Вегастағы құмар ойыншы сияқты боласың. Рулетканы тағы бір айналдырып, бақытты нөмір шығып қалар деген үмітпен жүресің. Барға қанағат қылмай көп дүниені көксейсің. Осындай дүбәра күйде бақытты қалайша сезінбексің? Бірақ ертеректе бақыт деген жетістікпен өлшенеді деп айтқан едің. Енді келіп қажеттілігіңді азайт, азға қанағат қыл деп отырсың. Ойларың бір-біріне қайшы емес пе? Өте жақсы байқапсың, Жон. Шын мәнінде тамаша ескертпе. Бір қарағанда бұл қайшылық сияқты көрінуі мүмкін, бірақ олай емес. Өмірлік бақыт арманыңды жүзеге асыруға талпыну арқылы келеді. Сен алға жылжып бара жатқанда ғана өзіңнің ең мықты қырыңды көрсете аласың. Ең бастысы, бақытыңды кемпірқосақтың соңындағы қол жетпес алтын құмыраны іздеумен байланыстырмау керек. Мәселен, мен миллионер болсам да, табысты адамның банктегі шотында кемінде $300 миллион болу керек деп санайтынмын. Бұл ойым құрдымға бастар төте жол іспеттес. 300 миллион деп сенімсіз сұрадым. 300 миллион. Сондықтан менде қанша ақша болғаны маңызды емес. Бәрібір барыма қанағаттана алмадым. Мен әрқашан бақытсыз болдым. Бірақ бұл ашкөздіктен басқа ештеңе емес еді. Қазірде былыққа батырған кертартпа жан болғанымды жасырмаймын. Бұл Мидас патшаның оқиғасына ұқсас. Ол туралы естіген боларсың. Әрине, ол алтынды жақсы көргені соншалық, қолы тиген нәрсенің бәрі алтынға айналсын деп дұға еткен көрінеді. Тілегі орындалғанда қатты шаттаныпты. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмайды. Өйткені қолы тиген дүниенің бәрі алтынға айналып, құрығанда ішер тамағы да тас болыпты. Дұрыс, сол сияқты менде ақшаға құмар болғаным сонша, бар нәрседен ләззат ала алмадым. Тек нан мен суға қарап қалған кезім болғанын білесің бе, деді Жулиан терең ойға шомып. Шын айтып тұрсың ба? Сені қалталы достарыңмен бірге ең жақсы мейрамханаларда ғана тамақтанады деп ойлайтынмын. Басында солай болған. Бұл туралы көп адам біле бермейді. Бірақ бей-берекет бақылаусыз өмір салтымның кесірінен асқазанымда ойық жара пайда болды. Тіпті хот-догты да жей алмай қалдым. Жалған өмір десеңші. Қисапсыз ақшам бар, ал жейтінім нан, ішетінім қара су. Бұл шынымен де аянышты еді деп Жулиан біраз уақыт үнсіз қалды. Бірақ мен өткенмен өмір сүретін жан емеспін. Өмір маған тағы бір тамаша сабақ берді. Жоғарыда айтқанымдай, ауру мен қиындық атаулы ұлы ұстаздар. Ауруды жеңу үшін алдымен оны сезіну керек. Өмірімдегі келеңсіз жағдайлар болмаса, мен бүгінгі дәрежеме жетпес едім, деді ол ұстамдық қалыппен. Қарапайым болу рәсімін өз өміріме енгізу үшін не істеуім керек? Қандай кеңес бересің деп сұрадым мен. Сен көп дүниені істей аласың, тіпті кішкентай қадамдардың өзі де өзгеріске бастайды. Мәселен, қандай істер? Телефон шырылдаған сайын көтеруді доғар. Қажетсіз хаттарды оқуды тоқтат. Аптасына 3 рет мейрамханада тамақтануды қой. Гольф клубына мүшеліктен бас тарт та балаларыңа көбірек уақыт бөл. Аптасына бір күнді сағатқа қарамай өткіз. Күннің шыққанын бақыла. Ұялы телефоныңды сатып жібер және пейджеріңді тастай сал. Жалғастыра берейін бе, деп риторикалық сұрақ қойды Жулиан. Мен түсіндім. Бірақ телефоныңды сатып жібер дегенің тым артық емес пе, деп сұрадым. Айтқанымдай, менің міндетім саяхат барысында алған даналығымды саған жеткізу. Өміріңді жақсы сүру үшін барлық стратегияны қолданудың қажеті жоқ. Әдіс тәсілдердің дәмін татып көр және өзіңе сәйкес келетінін қолдан.
Білем, шектен шығатын еш нәрсенің қажеті жоқ. Бәрі орнымен болу керек. Дәл солай. Әдіс-тәсілдерді керемет сипаттап бергеніңді мойындаймын. Бірақ олар шынымен де 30 күннің ішінде менің өміріме түбегейлі өзгеріс әкеле ме? Ол тіпті 30 күнге жетпей қалуы да, не одан да асып кетуі мүмкін, деді Жулиан өзінің сауда белгісіндей болып жатқан қуақы күлкісін көрсетіп. Баяғы жартас сол жартас. О, данышпаным, дұрыстап түсіндірші. Жулиан дегенің дұрыс болар, дегенмен данышпан сөзі менің бұрынғы фирмалық бланкімде әдемі көрінуші еді, деп әзілдеді ол. Мен оған 30 күннен аз уақыт кетеді дегенім, шынайы өмірде өзгеріс аяқ асты орнап жатады. Аяқ асты деймісің? Иә, көзді ашып жұмғанша жүзеге асады. Жаныңның ең терең түкпірінде өз болмысыңды, өміріңді қол жетпейтін биікке, ең жоғары деңгейге көтеремін деп шешкен сәтте-ақ бәрі болады. Сол сәтте сен өзгеріп, өз тағдырыңның қожасына айналасың. Ал неге 30 күннен көп қажет? Мен саған осы сәттен бастап бір ай ішінде ұсынған стратегиялар мен әдіс-тәсілдерді қолдану барысында айтарлықтай өзгерісті көресің деп уәде беремін. Өміріңнің барлық саласында күш-қуатың артып, шығармашылық қиялың шарықтап, уайымың мен күйзелісің азаяды. Оған қоса данышпандардың әдіс-тәсілдері тез дағды болып қалыптаса қоймайды. Ол күн сайын өміріңнің соңына дейін қолданылуға тиіс ескірмейтін дәстүр. Ал егер оны қолдануды тоқтатсаң, бірте-бірте бұрынғы өмір салтыңа ораласың. Жулиан маған жарқыраған өмірдің 10 рәсімін түсіндіргеннен кейін үзіліс жасады. Менің әрі қарай жалғастырғанымды қалайтыныңды білемін, сондықтан жалғастырайық. Осы айтқандарыма иланып отырғаныңды көргендіктен түні бойы сені ұйқысыз қалдыруға бармын. Мүмкін дәл қазір терең ойға берілер оңтайлы уақыт шығар. Нақты нені меңзеп тұрсың? Менің ойымша, бүгінгі түнде естігенімнің бәрі терең ойлар, дедім мен таңданып. Мен түсіндірген құпия білім саған және сенімен қарым-қатынас орнатқан жандардың бәріне қалаған өмірін сүруге мүмкіндік береді. Бірақ Сивана данышпандарының философиясында көзге көрінбейтін көп дүние бар. Осы уақытқа дейін саған үйреткенім күнделікті өмірде қолдануға қолайлы нәрселер. Бірақ сен мен айтқан қағидалардың астарында жатқан рухани негіз туралы да білуің керек. Егер дәл қазір менің не туралы айтып тұрғанымды түсінбесең, алаңдап, уайымға салынба. Оны жай ғана қабылдап, біраз уақыт қорытуға тырыс, ал оның байыбына кейінірек бара жатарсың. Оқушы дайын болған кезде ұстаз да келеді ме? Дәл солай, деді Жулиан жымиып. Сен бәрін тез қағып аласың. Жарайды, рухани негіздерін тыңдауға көшейік, дедім мен, уақыт түн жарымнан асып кетсе де тыңдауға сақадай сай екенді көрсетіп. Сенің ішкі әлеміңде күн, ай, аспан және осы ғаламның бар кереметі жасырынып жатыр. Бұл ғажайыпты туғызған сана, сені де жаратқан күш, айналаңдағы бар нәрсенің қайнар көзі біреу-ақ. Біз бәріміз бір тұтаспыз. Бұл ойыңды түсініп отырмын деп айта алмаймын. Жер бетіндегі әрбір тіршілік иесінің, әрбір заттың жаны бар. Барлық жан бір жерге жинақталып, ғаламның жанына айналады. Жон, сен өз санаң мен рухыңды тәрбиелеген кезде шын мәнінде ғаламның жанын нәрлендіретініңді ұмытпа. Өзіңді жетілдіргенде айналаңдағы адамдардың өмірін жақсартасың. Ал егер арманыңа қорықпай, батыл қадам жасасаң, ғаламның күшіне жүгіне бастайсың. Жоғарыда айтқанымдай, өмір сен не сұрасаң соны береді. Ол әрқашан саған құлақ асады. Демек, өзімді дамыту және кайзен өзіме көмектесу арқылы басқаларға жәрдемдесуге мүмкіндік бере ме? Солай сияқты. Санаңды байытып, тәніңе қамқорлық жасап, рухыңды тәрбиелеген сайын менің айтқандарымды терең түсіне бастайсың. Жулиан, бұл сөздеріңнің астарын ұғып тұрмын. Бірақ өзіңді дамыту 215 фунт салмағы бар отбасылы адам үшін қол жетпейтін арман сияқты. Ал мен осы уақытқа дейін жеке дамудан гөрі клиенттерімді дамытуға көбірек уақыт жұмсаған адаммын. Ал егер менің жолым болмаса ше, онда не болмақ? Сәтсіздік бір нәрсені жасауға қажет батылдықтың табылмай қалуынан басқа ештеңе емес. Адам мен оның арманның арасына сына болып қағылған жалғыз нәрсе сәтсіздіктен қорқу. Дегенмен сәтсіздік кез келген талпыныстың сәтті болу үшін маңызды. Сәтсіздік бізді шынықтырып өсуге мүмкіндік береді. Одан сабақ аламыз, және ол бізді ағартушылық жолға бағыттайды. Шығыс ұстаздары бұқаның көзіне дәл тиген әрбір жебе оған дейін 100 рет атып тигізе алмай, қайта жаттыққанның нәтижесі дейді. Сәтсіздік арқылы жетістікке жету табиғаттың негізгі заңы. Ешқашан сәтсіздіктен қорықпа. Сәтсіздік сенің досың. Сәтсіздікті қабылдау керек пе деп сенімсіз сұрадым мен.
Әлем батылдарды қолдайды. Өз өміріңді мүмкіндігінше жақсартамын деп шешсең, ішкі күш бағыт-бағдар береді. Йоги Роман әр адамның тағдыры өмірге іңгәлап келген сәтінен бастап жазылады деп есептейді. Адам тағдыры оны әрқашан қазынаға толы сиқырлы жерге жетелейді. Бұл жолмен жүру үшін батылдық керек, және оны дамыту адамның өз қолында. Роман айтқан бір оқиғаны саған баяндап берейін. Баяғыда ежелгі Үндістанда теңіз жағалауындағы керемет қамалда тұратын зұлым дәу болған екен. Дәу сыртқа кетіп ұзақ жыл бойы соғысып жүргенде, жақын маңдағы ауылдың балалары алыптың әсем бақшасына келіп асыр салып ойнайтын көрінеді. Бір күні дәу қайтып келеді де, ойнап жүрген балаларды бақшасынан қуып жібереді. Еменнен жасалған ауласының есігін тарс жауып тұрып, ешқашан бұл жерге қайтып келмеңдер деп айғайлайды. Содан кейін ол балаларды кіргізбес үшін бақшаны айналдыра үлкен мәрмәр қабырға тұрғызады. Сол жылы солтүстік Үндістан түбегінде қыс қатты болып, дәу күннің жылынғанын күтіп жатады. Қамалдан төмен жатқан ауылға көктем келгенмен, қыс дәудің мекенінен кетпей қояды. Бір күні дәу көктемнің жұпар иісін сезіп, терезелерінен түскен күннің шуағын көреді. Қуанғаннан көктем қайтып келді деп айғайлап бақшасына жүгіріп шығады. Бірақ дәу қарсы алдындағы көрініске таң қалып қарап қалады. Ауыл балалары ебін тауып, қамалды қоршап тұрған қабырғадан өтіп, бақшада ойнап жүр екен. Балалардың арқасында бақ қыстың суық, жансыз даласынан раушан мен нәркес гүлдеріне, орхидеяларға толы жайқалған баққа айналады. Барлық бала қуанып сықылықтап күліп мәз-мәйрам болып жүр. Тек бір бала ғана көңілсіз екен. Дәу көзінің қиығымен басқа балалардан көңілсіз отырған балаға назар аударады. Бақша қабырғасынан өрмелеп өтуге бойы да күші де жетпеген балақай көз жасын көл қылып жылап тұр екен. Дәу мұңайған баланы аяп кетіп, өмірінде алғаш рет өзі жасаған жаман істеріне өкінеді. Балаға көмектесейін деп ол соған қарай жүгіреді. Дәуді көргенде балалар қорыққаннан жан-жаққа қаша жөнеледі. Бірақ кішкентай бала тұрған орнынан қозғалмайды. Мен дәудің көзін жойып, ойын алаңымызды қорғап қаламын дейді ол. Дәу балаға жақындай беріп құшағын ашып, мен сенің досыңмын, саған көмектесуге келдім. Қабырғадан өтіп бақшаға кіруге көмектесем, бұл енді сенің бақшаң дейді мейірленіп. Балалардың алдында қаһарманға айналған балақайдың қуанышында шегі жоқ. Ол дәуге мойнынан тастамай тағып жүрген алтын алқасын сыйлайды. Бұл менің бойтұмарым дейді ол. Енді ол сенікі болғанын қалаймын. Сол күннен бастап балалар дәумен бірге оның тамаша бақшасында ойнайтын болады. Бірақ дәу жақсы көріп қалған кішкентай батыл бала қайтып оралмайды. Уақыт сырғып өтіп жатады. Дәу ауырып әбден әлсірейді. Дегенмен балалар бақшада ойнауын жалғастыра береді. Алайда дәудің олармен бірге жүретін күші де қалмаған еді. Осындай тыныш күндерде дәу кішкентай батыл бала туралы көп ойланатын еді. Бір күні қаһарлы қыстың ортасында дәу терезесінен сыртқа қарап, нағыз ғажайып көрініске куә болады. Бақтың басым бөлігін қар жапқанымен, орта тұста жайқалған раушан гүлдер жайқалып тұр. Раушан гүлдерінің қасында дәу жақсы көріп қалған кішкентай балақай жымиып қарап тұр. Дәу қуанып баланы құшағына алу үшін сыртқа шығады. Сосын, осы жылдар бойы сен қайда болдың, кішкентай досым? Мен сені қатты сағындым дейді ағынан жарылып. Бала жауап қатуға асықпайды. Бірнеше жыл бұрын мені қабырғаңның ар жағынан көтеріп алып, сиқырлы бақшаңа алып келдің. Ал енді мен сені өз үйіме алып кету үшін келдім дейді әлгі бала. Сол күні балалар дәуді көруге келеді. Бірақ жерде оның жансыз денесі ғана жатады. Ал оның денесі басынан аяғына дейін мыңдаған әдемі раушан гүлдермен көмкерілген екен. Әрқашан сол кішкентай бала сияқты батыл бол, Жон. Өз айтқаныңнан танбай арманыңа жет. Ол сені тағдырыңа жетелейді. Тағдырыңның соңынан ер. Ал ол сені ғаламның ғажайыптарына жеткізеді. Әрқашан ғаламның ғажайыптарының соңынан жүр. Өйткені олар сені раушан гүлдермен көмкерілген ерекше баққа бастайды. Бұл оқиға жүрегімді елжіретіп, маған қатты әсер еткенін айту үшін Жульянға қарағанымда таңғаларлық көріністің куәсі болдым. Өмірінің көп бөлігін байлар мен атақтыларды қорғаумен өткізген бұл заңгер гладиатордың көзі жасаурап тұр екен. 4-ші бөлімнің соңы. Оқыған Гүлжазира Берікқызы. Құрметті оқырман, бұл каналдың дамуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Лайк басып, комментарий қалдырып, жақындарыңызбен бөліссеңіз, әрине қуанар едім. Көп-көп рахмет.